Не дейсіз, Самат мырза? Енді Денсаулығыма айтып атқанда денсаулық жағынан көбісі қазір енді жүргендер адамдар қиналып жатыр да. Өздері білмейді қандай не жақтан ауру болып жатыр да. Врачқа барып атқан адам врач отырады да сұрайды, ал қай жеріңіз ауырады? Адам білмейді қай жерін ауырғанын. Сол үшін врачқа келіп атқанда, біздің врач оған жазады не бір заттарды. Ана жерін, мына жерін ауырады, кәдімгідей шын ауруын білмейді да. Біз жаққа келіп атқан адамдар біз сеземіз. Адамның денсаулығы қалай сезуге болады, оның түрінде жазылып тұр оны. Жақсы, менің түрімде не жазылып тұр? Қазір деген сіздің түріңізде жазылған әбедемі отырсыз да. Бояу. Бояу. Вот соны бәрін, егер сіз маған келіп, аға, мынандай жұмыста емес деген. Өзіңіз далада жүріп атқанда, осындай өз ауруыңызбен келсеңіз, мен сізге айта аламын. Сізде қандай не екенін ауырып атқанында. Сол үшін адамдарға сеземін. Сезгенде адам... Қазір менің қасымда сіз қандай да бір сезім болу керек қой, сізде не сезіп отырсыз менің қасымда? Мен қазірді сіздің алдыңызда сезгенімді көбісі былай қарасам, сізді ауырып атқаныңызды ауырды сезіп жатырмын да. Бірақ мына қазір бар болған мына жерде жағдайды шатастырып жатыр да мені. Осы жапалап айтып көріңіз. Жапалап айтқанда енді көбісі былай прямо кішкене ішінде ыңғайсыз болып тұрмын да. Жоқ, қысылмаңыз, бәрі еркін, ешқандай... Ана еркіне қарап мен сізді сынау үшін шақырған жоқпын. Мен қандай да бір мүмкін денсаулығымда кінәрат бар шығар, өзім білмей жүрген. Мүмкін сіз маған сол жағынан көмектесерсіз. Осы мен айтайын, орысша айтып атқанда. Жақсы, орысша айтыңыз. У вас переутомление идет, вы отдаетесь. Когда этому отдаетесь, головные боли у вас. Но они не беспокоят вас, а тревожат только. Вы к таблетке приходите. Ну, таблетка не так, что вы ее, вы знаете, что вы моете, которые последствия вы моете побежки. Но в последнее время вас начало мучить сомнения. Сомнения, они у вас внутри. Они сидят не в том плане, что вы хотите как-то... Вы очень много... Вы умная женщина, но не мудрая. В этом и есть разница у вас. Мүмкін болса, я қазақшада жақсы. Соны сіздің ақылыңыз болып атқан соң, сіз қазір мінезімен жүріп атқан жоқсыз. Сіз қазір сол ақылымен жүрсіз, сол ақылымен жүріп атқанда денсаулығыңызға кішкене қарап атқан жоқсыз. Ана омыртқаңызда ауырып атқанды сіз тек қана кешке жақын төсекте жатқанда ғана сезесіз. Неге? Сол кезде енді анам деген шашады. Демек, менің денсаулығымда кінәраттың біріншісі ол омыртқам ауырады. Иә. Аяқтарыңызды шаншып. Беліңізді қызың жағыңыздан қысып тұрды, бірақ оның кішкене еще как воспаление дейді, қазақшаны айтамын да оны. Суық тиген сияқты. Вот соның бәрі сізді қиналдырып жатыр, но бірақ ана енді әйелдің жағынан айына бір рет келетін келіп жатыр ғой енді. Сол жағынан кішкене сол ауыртады да. Соған енді сіз көбісі сезіп жатқанында ана врачтарға сенеді ғой қазір көбісі. Себебі медицина... Неге мен сізге сенуім керек? Менің сезгенімді, мен сізге сол ауыр барды, маған келіп жатқан емді көрсетіп беремін. Мен айтам, осындай жер, прям чұқып, итеріп, деніңізді тиісіп, айтам, осы мен ауырып жатқанымды, омыртқаңызды, қай жеріңізді, именно шаншыған жеріңізді, ауырып жатқан жоқ, шаншыған жеріңіз бар ғой. Содан неге сіз нервничать еткенімді соны айтып беремін. Менің ұққаным, омыртқам және де жатыр соқтаған, тағы жүйке жұқарған. Аяқ буындарым ауырады. Қолдарым ауырады. Соңген ойыңыз басыңыздан, мына мойын жағынан көбісі кетіп баратыр да. Соңген осылай етіп. Сіз үйреніп қалдыңыз алдыға ғана жүргені. Алдыға дегенді. Неге мен артқа жүруім керек? Жоқ, жүрген емес мен деп тұрған. Тыңдап алыңыз. Мен просто айтып атқаным. Біз өмірде бәрі даже айтып атқанда көбісі адамдарда сондай қазір болып тұрғаны. Алдында үйреніп қойып, бұлай еңкейіп бүктеніп, алдыға бұлай қысылып жүрді. Соның қысылғанын ойламайды да, что денсаулық дегенді шығару керек. Кішкене омыртқаны кішкене майыстыру керек. Себебі ол майысқақ болу керек. Қытай медицинада сол айтып жатыр ғой. Жақсы. Рахмет сізге, Самат мырза. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бақсыдан шипа бар ма? Яғни, менің алдымдағы емші бағдарлама барысында студияға келіп, қонақ болады. Ал енді сізді мен студияға шақырамын, ал біз кішкене аңдатпаға тоқталайық. Бүгін сіздер не тамашалайсыздар? Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Балгерден көңілі қалған әнші кім? Сарапшы маманның басынан өткен оқиғаны санаулы минуттардан соң тыңдаймыз. Қытай медицинасы, биоэнергетика, халықтық ем.
сіз қай әдіске көбірек сенесіз? Өздерін дәлелдеуге келген бүгінгі бағдарламаның басты сарапшылары не дейді екен? Емшіден көңілі қалған кейіпкерлер оқиғасы немен аяқталды? Халықтық медицинаны мүлдем құптамайтын жандар қосылсаңыздар болады. Науқас диагнозына бүгінде емші мен дәрігер теңдей дәрежеде кепілдік бере алады. Себебі соңғы 2 жылда әлем бойынша 60% науқас емші мен бақсыға тіпті көріпкел көмегімен ауруынан айыққан. Ал біздің елдің статистері дәл қазір тікелей эфир тамашалап отырған көрерменнің тек 5% ғана емшіге көрінетінін айтады. Кімге сенеміз? Бақсы мен емшіден шипа бар ма? Ауырмаудың жолын іздеген үшін қызықты тақырып болғалы тұр. 55-31-80, 55-31-81 біздің бүгінгі бағдарламамыздың телефоны. Ашық желі ашық, хабарласыңыздар, парақшаларымызды ашық айтпақшы. Әлеуметтік желіде кейбір сұрақтарыңыз, ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, онда міндетті түрде бізбен бөлісіңіздер. Хабар барысында бүгін студиямызға келетін барлық қонақтарға мүмкін қойыр шығарымыз. Алғашқы қонағымызды эфирге шақырайын. Бүгін біздің ортамызда Зивара Жұмамұрат қызы, белгілі әнші қыздарыңыз, бақсы, балгерлерге, емшілерге мүлдем сенбейді. Зивара ханым, келіңіз. Қанша уақыт болды Зивараны көрмегелі? Қош келдіңіз студиямызға. Жайғаса ғой. Зивара, соңғы рет қашан дәрігерге көріндің? 6 ай сайын көрінеміз. 6 ай сайын. Соңғы рет демек қайда көріндің? Үйінде. Яғни өзіңнің бойыңдағы қандай да бір созылмалы аурулардың барлығын білесің. Яғни жалпы ауру жоқ енді. Жоқ, мен ол жақсы жағынан. Мысалы, біреуде созылмалы бронхит болуы мүмкін, біреуде бүйрек суықтауы мүмкін, созылмалы түрде хронический формасы деп жатамыз ғой. Жиі болатын. Ол бар ағзада, бірақ та ол адам күтініп жүрсе мазаламайды. Өзіңнің өн бойыңдағы сондай кінәраттарды білесің. Солай ғой? Иә. Жақсы. Еш уақытта бармағансың басқа балгерлерге? Ешқашан барып көрген жоқпын. Өзім мұнdaға сенбеймін. Мүлдем. Өзім намаз оқимын. Жақсы. Бүгін студиямызға біраз емшімін деп жүрген кісілер шақырамыз, егер мүмкін болса, арасында өзіңе сынақ жасауға қарсы емес шығарсың. Жарайды. Қарсыңыз. Жақсы. Құрметті көрермен, сізде қосылыңыз, сізде бөлісіңіз, сіздер соңғы рет қашан дәрігерге көріндіңіздер, және де қаншалықты жиі емшілерге барасыздар, көрінесіздер, сенесіздер. Біз қазір жарнамаға үзіле тұрайық, жарнамадан кейін дәл осы студияға біз алғашқы кейіпкерлер шақырамыз. Бүгін көптеген мемлекеттерінде жекешелендіру процестері өтіп жатыр. Бұл дұрыс шешім болды. Қажеттілік болды. Қазіргі бізде мемлекет үлесіміз 60%-ға тең. жекешелендіру экономикаға тиімді ме? Мемлекеттің басқаруында болған өндірістер тиімсіз басқарыла ма сонда? Қоғамдық кеңес Мұрат Әбеновпен бірге 20:45-те. Ертең әнші композитор Ана істей аласың ба? Істей аламын деймін ғой. Ана істей аласың ба? Істей аламын деймін. Ішіне кіріп алғаннан кейін үйреніп аласың ба? Сөйтіп кіріп кеткен ғой мен жұмысқа. Нұрлан Еспановтың отбасындағы Сол заманда табыс табам ғой. Сөйтіп табыс ұстап отырамын да үйге қимаймын бала-шаға. сенбілік таң. Ертең еліміздің үздік әзілкештері бас қосқан әзіл қалжыңның отауы көңіл ашар бағдарламасында. Елімізге танымал парадис Нұржан туды. Қарындас, даяшы, міне жер жинай салуға бола ма? Я, жинай салуға. Қызыққа толы думанды кеш. Ұрғашы сом өз мұртынан қатты ұялады. Ұлттық арнада. Ніңізді Липтон қара шайының қою да бай дәмімен және хош иісімен бастаңыз. Тек жаңа Липтонның құрамында балғын шай жапырақтарының шырыны бар, бірегей сергітетін дәм үшін бүкіл әлемнің көңіл күйін көтеретін дәм. Липтон сөйтіп әлем барынша жарқын болмақ. Жәнібек, ақшаны үйде сақтаған кезде ақша былай көбейеді. Депосы депозитімен былай. Себебі тек қана депосы депозитінде ең жоғарғы мөлшерлеме жылына 16-3%. Өзіңнің нақты 16-3%-ыңды ал.
Өмірді жаңаша бастаймын, дұрыс тамақтанамын. Таңғы асқа Nestle Fitness бүтінденді дақыл үлпектері. Дәмді. Жасынық ас қорытуды реттеуге және өзіңді жақсы сезінуге көмектеседі. Мен нәтижесіне ризамын. Жуырда ғана жолдасым аурудан мазасы болмай жүрген. Бұрылуға, еңкеуге қалы келмей, тіпті қозғала да алмады. Жақын арада билеймін деп ойлағанда жоқ. Алайда үш әсерлі Вольтарен эмульгел көмектесті. Ауруды тез басады, қабынуды жояды, ісікті азайтады. Емдік әсерін сезіңіз. Вольтарен қозғалыс еркіндігі. Пәтер іздеп жүрсіз бе? Қай ауданнан? Ата-анаңыздың қасынан ба? Сауда орталығының жанынан ба? Стадионға таяу жерден бе? Табиғатқа жақынырақ ба? Әлде мектептің қасынан ба? Пәтерді Крыша KZ-те жылдам іздеу. Картадан облысты белгілеп, қажетті ауданнан пәтерді таңдаңыз. Крыша KZ белгілейсіз де табасыз. Тегін қосымшаны жүктеп алыңыз. Біреу жүлде ұтып алды, ал сенше. Промо-қаптамадағы Пела Голд шайын сатып алып, промо-кодтарды енгіз. Әр минут сайын 500 теңге, әр 10 күн сайын автокөлік және көптеген басқа жүлделердің ұтыс ойнына қатыс. Толығырақ rgpromo.kz сайтында. Өйткені баяда бір кішкентай балам ауырғанда біз шошыған екен үйде, соны бақсыға емес, орыстың бір кемпірін апарып, сол кісі жаңағы ем салғанда свеча дейді, қазақша шырақ. Соны жаңағы анау үйде үлкен ойыншық бар екен, соның образы болып жанған. Соны айтты, сол ойыншықты алып тастаңдар, соны шошыған деп, соны алып тастап, бала содан кейін жүгіріп ойнап кетті. Барлығы ғылыми жақтан түсіндіре аламыз біз. Ғылыми медициналық жақтан. Өзім бармаймын негізі. Бірақ адамдардың айтуы бойынша рас сияқты. Әдетте бақсы балгерлерге баратындар әйелдер деп ойлайды көпшілік. Бұл біздің қазақ азаматтарының пікірі. Байқасаңыздар, сенетіндер, бақсыға баратындар саны көп болды. Өнердегі жігіттер не дейді? Бақсы дейді ғой, тағы да неше түрлі адамдар бар. Баратта жаңағы болашағы туралы сұрап жатады, болжап жатады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Адам маңдайына не жазылады, сол болады. Көз тиіп жаңағы соған мен сенемін. Кішкентай балаларға жаңағы апаларымызға апарып шықтауға болады деп ойлаймын. Бармадым мүлде, көрмедім деп айта алмаймын өтірік. Барғанбыз, көргенбіз, балгерді, бақсында бәріне барғанбыз. Мүлдем қазір бармаймын. Олардың ішінде жаңағыдай бір емдеп, шынымен де неғылатындар бар, өмірде факттер. Балық кезде енді кішкене бетіп алдап бір әпкелеріміз деп жаңағы бақсы болып келген кезде ілініп қалған кездер болды. Бірақ оның қазіргі таңда түсіндік қой, ол ешқандай да бір шынайы информация бермейді ол. Бақсыға сенеміз, бірақ қолдаудан аулақпыз. Бұл біздің емес, өнерлі ерлердің сөзі. Арасында да біз жігіттердің пікірін тыңдадық, ал халықтық медицинада емдеудің 2000-нан астам әдісі кездеседі. Ең қызығы 2000-ның тең жартысында ем жүргізу кезінде қандайда бір сұйықтық зат қолданылады екен. Су, май, тұнба, енді бірі мынадай кәдімгі кофені береді. Сұра келе, қарапайым сумен және тек қана сол арқылы тәжірибе жүргізген емшілер емдей алатынын ғана білдік. Ал бұл жолға енді бет бұрғандар ескере жүріңіздер деген ойдамыз, көбіне кофе тұнбасына қарап диагноз қояды екен. Бүгінгі біздің хабарымыз емшіден шипа бар ма деп атап отырмыз. Студиямызға келген сарапшылармен таныстырайын. Қош келдіңіздер. Мария Майырбекова Қытай медицинасымен, соның ішінде массаж арқылы емдейді. Негізі 15 жыл бойы қосымша жұмыс ретінде айналысады екенсіз бұл шаруамен. Қош келдіңіз, Мария ханым, ортамызға. Және де біздің ортамызға Салтанат Сүлейменова, емші, биоэнергетик, Қазақстан халық емшілер қауымдастығының мүшесі. Келетін жалпы кейіпкерлердің барлығына алдын ала диагноз қоя алады екен. Салтанат ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Өткен бір хабарымызға қатысқанда есіңізде ғой? Одан кейін бәрі ештеңе өзгерген жоқ қой? Бәрі дұрыс па әйтеуір? Жақсы. Қош келдіңіз, жақсы. Бүгін біздің ортамызда Дәметкен Зейнолла қызы,
халық емшісі, Қазақстан халық емшілер қауымдастығының мүшесі, тамыр ұстап, суретке қарап, қашықтықта адам емдейді екен. Қош келдіңіз, Заметкен апа. Бір қарағанда үндіс, мен баста ойлап қалдым, қал емес екен деп. Қал екен ғой. Кәдімгі бір үндінің келіншегіне ұқсап кеттіңіз. Жақсы, бүгінгі хабарымыздың барысында көрермендердің қатарынан көп сұрақ болуы мүмкін. Әрине, бұл сұрақты тіке өздеріңізге қойсам. Сіздердің ем-домдарыңыздың құны неше? Қанша? Ақша аласыздар ма сол үшін? Ашығын айтыңыздар. Баладарды емдейм жай. Ақша алмаймын. До 15 лет я лечу детей бесплатно. Сколько я стою на этом пути? Потому что дети — это наше будущее, дети — это наше счастье. Завтра они выйдут на улицу, их сгладят или продуют, они келіп... 15 жасқа дейінгі балалардан ақша алмайсыз. Да, потому что у нас, ну как бы, у меня своя лицензия от Минздрава. Жақсы, мен тек қана сол сұраққа жауап іздегім келген еді. Взрослых одан лечу, үлкендерден, 2000 сеанс, 2000. 2000 теңге бір сеансын. Я считаю, что это недорого, потому что мне надо... Жоқ, ол жағынан тоқтамақ қой, ол сіздің қызметіңіз ғой, я сіз оған жұмыс ретінде. Я сама работаю, потом есть дома, кто убирает, и это у меня, ну, как бы... Бәрі заңдастырылған ғой. Свое ТО, да. Салтанат ханым. Енді кішкентай балалар деген бұл сәби, бұл періште. Балаларға мен ешқандай оларға баға қоймаймын. Ата-аналар келеді, қанша бергісі келеді, сонша тастап кетеді. Үлкеннен кішіден де солай, е? Жоқ, ол балаларға. Ал енді жаңа кәдімгі балиғат жасқа толған балалардан жоғары қарай, ары қарай үлкен кісілерге бір вход маған кіру 3000 теңге. Бір ем сеансы 3000 теңге. Мәрия ханым, сіз массаж жасайсыз. Негізгі мамандығыңыз сонда сіздің? Мен өзім халықаралық сауда-экономика заң бойынша магистратура бітіргем. Түсінікті. Бұрын судья болғам. Судья? Иә. Қайдан үйрендіңіз массажды? Қытай медицинасы, былайша айтқанда, сіз сол жақта туып өстіңіз бе? Қытайларда ұстазым бар. Сол жақта туып өстіңіз бе? Қытайда 33 жыл тұрдым. Сондықтан көп ұстаздардан көптеген білімдер үйрендім. Бірақ бұл сіздің қосымша табысыңыз бәрібір, е? Қосымша айналысасыз Қазір бұнымен? мен 4 жыл болды. Тұрақты осы... Осымен айналысыз? Иә, осы жұмыспен айналысып. Ал жақсы, сіздің бір массажыңыздың құны неше? Біздің массаждың құны, мәселен, Қытайда күндігі 20 мыңда 30 мың теңге аралығында болады. Қанша адам келсе де бәрібір? Күндігі ше? Бір күндігі. Қанша адам қабылдайсыз бір күнде? Қытайдың бағасын айтып отырмын. Мен түсініп отырмын, сол Астанада мен 10 мың теңгемен қабылдап отырмын. Бір адамды 10 мың теңгемен қабылдайсыз. Алақанға қарап диагноз қоятыңыз бар екен? Алақанға ол тошқылардың орналасу бойынша. Сол тошқылардың орналасу бойынша сіз айтып бересіз? Зивара, алақаның ғой? Жоқ. Жоқ, ол медицина ғой, кәдімгі Қытай медицинасы. Алақан қарап, тошқыларға қарап, нүктелерге қарап айтып бере алады адам ағзасына. Тағдырын айта ма? Жоқ. Жоқ, мен тағдыр сөйлемеймін. Тағдыр айтпайды. Онда не үшін керек? Иә, бұл кісі тек қана денсаулықтағы кінәраттарды ғана айтуы мүмкін. Мен жаңа бекер сұрамадым, соңғы рет тексерілгенде сен өзіңнің... Қорқақ Зивара. Мына болды бересіз. Тағдыр айтудың қажеті жоқ, ең бастысы сіз жаңағы диагноз қойыңыз. Сіздің ашқазан қызметіңіз кішкене жақсы жұмыс істемейді. Сәл ортаға тұрады. Яғни асқазанда кінәрат бар. Иә. Сосын көп ойларыңыз өте көп ше. Ой сіздің жүрекке ше кішкене қысым түсіріп жатыр. Ауыртпалығыңыз жоғары. Сосын сіздің... Жүрегім ауырады ма сонда менің? Жүректің энергиялық күш-қуаты әлсіз. Энергиялық күш-қуаты әлсіз. Оның медицинада қандай да бір диагнозбен түсіндіре ме? Мен өзім Қытай методы бойынша, оны сіздердің медицинада қалай неметеді, мен онымен қатысым жоқ. Жақсы. Ал енді сізде өйткені мәселен қол аяғыңыз мұздайтын ақау бола ма? Болады, мойындаймын. Мына жүректің қызметінің әлсіз болуы денеңіздегі от энергиясы жетіспейді. Сосын жауырыныңыздың бір жағында байланған тұз өте көп. Мәселен сіздің мына жағыңызда. Сол жағында, жауырмасына тұз жиналған. Жауырыныңыз ашитын кездер бола ма? Шын айтайын ба, жоқ. Онда сізде мынаған сәл қарауға болмайды. Жауырыныңыздың тұз жиналуымен біргеші, осы нәрселер егер көбейе берсе, қазіргі
кешке жақын қаншада ұйықтайсыз? 2:30-да. Аха, сондықтан сізге бұл сөз жиналады. Біздің барлығына кінәлі менің кеш ұйықтауым. Иә. Содан болуы мүмкін. Өйткені сіз егер мен оны сізге өзім айтып бердім ғой. Егер сіз маған айтқан болсаңыз, сіз кеш ұйықтағандықтан мынау жауырыңыздың астына тұз жиналады десе, мен сізге соны себебін айтып отырсыз, салдарын айтып отырсыз қазір. Сізден соны туралап отырмын. Жақсы. Анықтап. Мәселен, егер сіз ерте ұйықтағанда осы проблема болмаушы еді. Мен ертең бүгіннен бастап 11:30-да ұйықтасам, 11:00 ұйықтасам, бұл тұз жиналмайды. Қытай медицинасының Қытай медицинасы бойынша айтқанда 11-ден 1-ге дейінгі аралық біздің энергия жасайтын кезіміз, сонымен бірге өттің тазалық жасайтын кез. Дәл осы кезде ұйықтамағанда өт каналдары біздің нерв тамырларымызды жиналып, осы жердегі немелерді күйдіреді. Өттің каналы өткен жердегі қан тамырларын күйдіреді. Сол арқылы инсульт, инфаркт деген аурулар кетіп шығады. Құдай сақтасын. Ал енді кешке жақын ұйықтамағанда энергия жасалмай, жиналып қалған нәрселер денеңізде сақтала берсе рәкке қарай кетеді. Осындай біздің қоғамдағы қазір Қазақстан өте көбейіп барады осындай аурулар. Енді осы аурулардың көбею себебі біздің Қазақстан халқымыздың 11-де ұйықтамауымен негізгі қатысы бар. Жақсы, рахмет сізге, Мария ханым, жайғасыңыз. Енді әр адамның өзінің бұл медицинада биосағаты болады. Жаңағы биосағаты бойынша ол 11-де ұйықтау керек екені, оны кез келген дәрігерлер тұрмақ, барлық ата-аналар да жақсы біледі. Яғни кешкі сағат 10-да баласын сол себептен ұйықтатады, ұйқы қанық болсын деп. Барлығы ауру астан деп жатамыз, дұрыс тамақтанбаудан да болуы мүмкін. Рахмет. Енді Зивара, сіз нүктелер арқылы жаңағы массаж жасайтыныңыз бар, иә? Бас ауырып отқан адамның басын жазып бере аласыз, былайша айтқанда? Жалпы мұсылманда айтады ғой, Аллах бізге осында медицинаны халал деп берген дейміз. Сол үшін енді тағдыр шешпесеңіз, аны былай уқалап тамыр басып, ем емес даже, там говорят. Емге жатады. Емді, тек қана ем. Оған жалпы ол халал. Қарсы емессің. Халал шығар енді, халал деп өйткені енді Қытай медицинасына ине салу да бар мысалы, мойындалған дүние ол. Тамыр ұстау деген бар мысалы, иә? Айттым ғой енді, Аллахтан ол халал деп берілген, емдеп, шөппен емдейміз дегендей. Оның бәрі жарайды, оған қарсы емеспін. Жалпы болашақта болжайтын болса, оны тағдырын шешемін, болашақта не күтеміз, соның бәрін оған сенбеймін де барған жоқпын деп жатырмын ғой. Жақсы, енді папарацци журналистер аңдып жүріп Зивара барғаныңды көріп қойса, мүмкін емес, еш уақытта өмірде барған емессің. Жоқ, андай бармайтын да, бармаған. Өзің үшін қызық емес қой? Жоқ, барлық нәрсе ол Аллахтан келеді. Өзің жақсы дұға етіп, өзіңнің жолыңды да өзіңді ашуға да болады. Біреуге сенді, біреу ашып береді деген одайға. Сонымен, Салтанат ханым, Дәметкен апа, жол ашуға байланысты. Бұл сіздерге, бұл қасиет қалай келді? Соған тоқталды, Дәметкен апа. Неден бастау алды? Я вообще фельдшер-акушерка. Я медработник. Я врач Нур-Ислама. В хадж ездила 4 раза. И вот Аллахның кудреты, у меня ни денег, ничего не было. А когда мне ребенок родился после лечения, мне благодарность отправили в Мекку. Первый раз. Дәрігерсіз, бала босанғаннан кейін бар, бұл сізге қонды ма, сонда қалай болды? Нет, я болела. Сіз өзіңіз ауырдыңыз? 10 лет болела. Ау? 10 жыл ауырып, жүрегі ауырды, басым ауырды, бүйрек ауырды. Постоянно больницада жатам, келем. Только больницаға түсем, 4 күн ұйықтаймын. Не дәрі, ничего. Тұрып кетем, сосын жақсы. Бала босанған адамдарда сонда бір денесі босап қалғаннан кейін көп ауыра береді ғой, мүмкін соған шығар? Бала босанғаннан кейін ауыра бастадыңыз ба? Босанбай тұрған? Нет. Я вообще с 90-го года у меня уже было как бы 2 детей. Они уже состоявшие дети, ну как бы взрослые уже. Я не из-за этого, просто это... Я сама медработник, поэтому я знаю чего. Когда я заболела, 10 лет болела, я не могла понять причину этого. А потом, я когда пошла до главврача, у нас был тогда в Иртышском районе главврач, больница, бардом, говорю, как же, Анатолий Фанасьевич,
Аурам, бірақ түсінбеймін, диагнозым не Да, екен. Анатолий Афанасьевич, говорю, он у нас главврач, невропатолог. Я говорю, я не знаю, что со мной, говорю, или меня лечите, говорю, или что-то сделайте, говорю. Я не знаю, что со мной, но у меня руки горят, говорю, я хочу как будто человека погладить хочу, я как будто хочу. Я вижу на стенке нарисовано, кто идет ко мне, бежит. А первый клиент у меня был мальчик. Я когда работала акушеркой, конечно, на вызова бегала, уставала. И после смерти матери уже, ну как бы на стенке я увидела мальчика, и горячая вода с печки обливается на него. И тогда я уже, то, что у меня оставалось после мамы, облепиховое масло, это я приготовила, и это, ну, и хожу вот так по дому, беспокойно была. Потом, это, как же, с другой улицы, тогда я в деревне жила, прибежала девушка, идет она, ну, как бы, я говорю, я иду. Говорю, как ты усмотрела мальчика? Она не сказала, да, мне, я ей уже говорю, я бегу, я с ней побежала, она говорит, кто вам сказал, говорит, что это он обожегся? Я говорю, я просто увидела, говорю, пойдем быстрее. И, ну, как бы Алланың құдіреті, видишь, что маймен сипап нетіп, баланы испуг убрали, и вот это за 2-3 дня она зажила, эта спинка. Поэтому я сказала, аллаханыңыздың ыстығы бар. Сіз осылай сізге осы қасиет қонды. Да. Потом я когда тоже домой пришла и пришел, ну как бы на вызова же вызывают, и мужчина пришел со спиной. И у меня тогда был домик маленький, я говорю, пожалуйста, заходите, говорю, кілемге жатқызып, ол просто төсеп, массаж жасап, ол кісі тұрып кетті. Орыс, ой, шіркін айналайын, сол рахмет айтты. Сосын я сама поразилась, думаю, ну ладно массаж, ну ладно это, но что же другое, что я вижу? Потом мне ночью... Сіз сонда көзіңізді жұмсаңыз көресіз? Нет, просто вот так видишь. Қазір не көріп отырсыз? Сұрақ қоюға бола ма осы студиядан? Не көріп отырсыз, мысалы? Бір қорқынышты ештеңке көріп отқан жоқсыз ба? Ничего такого не вижу здесь. Здесь спокойная атмосфера. Ну просто вижу, некоторые люди немножко думают, қазір мен көрсетем саған, қазір мен саған айтам. Айта берсін. У каждого человека свое. Сізге деген сеніміңізді сіз сезіп отырсыз, байқап отырсыз. У каждого человека свое. Каждый идет по своему пути. Я лечу людей, я лечу. Прежде чем человек пришел, я должна его полюбить. Полюбить. За что-то. Даже приходит вот такой страшный, но я должна полюбить, чтобы свою энергию дать. Жақсы көре алмасаңыз? Нет таких людей. Жоқ, ол сізге бір жаман пиғылмен, қара ниетпен. Если қара ниетпен келеді, мен сразу айтам, вы пришли не по адресу. Вам надо искать другого целителя, айналайын. Джунамен сіздің не қатысыңыз бар? Я училась у нее, я училась. Просто сіз Джунаның шәкіртісіз? Нет. Ну, как бы, да. Ученицаңыз шәкірт. Меня как бы отправили, вот, я пошла до главврача. Когда я пришла в кабинет, я говорю, я не знаю, что со мной, говорю, Анатолий Афанасьевич, или у меня действительно нервы сдают, или что. Может, действительно нервы сдают? Ну, я так сказала. Потом рядом пришла здесь старшая медсестра больницы. И она говорит, Афанасьевич, она такая, ну, старшая медсестра, ей вход всегда это, говорит, вот эти 2 пальца у меня не работают до сих пор, говорит. А потом я говорю, Анатолий Афанасьевич, можно я полечу? Я ее посадила на стул там в кабинете, я ее начала лечить, и у нее руки стали синие. Синие. И она стала чувствовать вот эти пальчики. Потом, после сеанса, она прям как заплачет, дырылдеп, сол она говорит, Анатолий Афанасьевич, это чудо, говорит, я 2 пальца чувствую. Потом Анатолий Афанасьевич меня отправил в Павлодар. В Павлодар я созвонил, я с Павлодара, с Иртышского района, совхоза. Тогда меня отправили туда, смотрит биоэнергию. И туда Комарова, по-моему, отвечала за вот этих, ну как бы просто она отвечала за, как же говорят, за аттестацию, за переквалификацию. Бізде көрермендер күтіп тұр желіде, өйткені бізде басқа да кейіпкерлеріміз көру керек. Сосын сол кісі позвонила бір кісіге, который занимается вот этой биоэнергетикой. Мужчина пришел, посмотрел, да, у вас, говорит, сильное поле, говорит, вы еще не можете управлять, говорит, мы вас отправим, говорит, в Москву. Джунаға? Понимаете, да. И меня, колхозницу, отправляют туда, к Джуне. Я вообще, да. Джунадан не үйрендіңіз? Ну, как бы, я научилась, как работать с полем.
Но на сеансах удивительно то, что я была у нее на уроках, я не могла ей в глаза смотреть, я закрывала глаза и уходила в себя. Я слушала вот так, какая-то информация шла. Демек, сіз осыдан кейін, жунаның оқушысы болғаннан кейін, осы биоэнергиямен жұмыс жасағаннан кейін, бұлай көзіңізбен көп нәрсені, біз көрмейтін нәрсені көре алғаннан кейін, соның барлығын өте отырып, сіз қажылыққа бардыңыз? 4 рет бардым. 4 рет қажылыққа бардыңыз. Бір рет бардым. Қаншалықты сіз өзіңіздің істеп отырған осы қасиетіңізді дұрыс деп есептейсіз? Дінде осыған байланысты көп қиындар бар. Нет, у меня с собой, я второй раз, когда поехала, я с собой повезла группу 20 человек. Среди них было имамы. Я с ними всегда дружу. Өзім без рет намаз оқимын. Не тем, ну, я не фанат, вот как девочка сказала, я не фанат. Ну да, Дәметкен апа. Рахмет, біз енді бүгінгі хабарымыздың барысында, құрметті көрермендер, студиямызға келген емшілердің барлығының шығу тарихын білген біз үшін де өте қызық, және де қаншалықты сіздерге сенім ұялатады, және де біз оны дәріптеп, немесе оны уағыздап отқан жоқ екенімізді айтқымыз келеді. Тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе? Көрерменге кезек берейік ол кісілердің сұрағына, және де содан кейін бір жақсы экспериментті назарларыңызға ұсынсақ деп отырмыз, біздің журналистеріміз жасаған. Эфирдесіз, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Мен емшілерден сұрақ қойғым деп тұр. Жақсы сұрағыңыз кімге? Менің шала туылған балам бар еді. Ертең январьдың 8-інде 3-ке келеді. Шала туған балаңыз ертең қаңтар айының 3-інде 3 жасқа келеді. Қанша айда босандыңыз? 7 айлық па балаңыз? 7 айға толмай туылды. Бір жасына дейін баламда ешқандай өзгеріс болмады. Аяқ қолдары да қимылдамайтын. Бір жастан кейін мен емшіге апарғам, көз тіл бар балаңда деп. Дәрігерлер қандай диагноз қойды? Бірінші дәрігерлерден басайықшы. 3 айдан көрініп тұратын біз дәрігерге. ДЦП деп диагноз қойды. Қандай? ДЦП, сал ауруы. Иә. Жақсы. Жасына толғаннан кейін емшіге апарғанымда көз тілі бар деп айтқан. Қорғасын құйды балама. Содан? Бір жетті, 10 күнде баламды емдеді сол емші. Одан кейін результат болды кішкене. Қалай емдеді? Мойным ұстай алмайтын балам, мойным ұстайтын болды сол емшіден келді. Жақсы, емші не істеді, нақты? Бірдемелерді оқып балама массаж жасайтын. Массаж. Жақсы. Енді сұрағыңызды нақты. Емшілерден сұрағым, енді істесем болады ары қарай балам аяққа тұру үшін. Жақсы. Бұл сұрақтың астарында бірінші тіл көз, екінші, бізде негізі екі ауру бар деп Тұрсынбек қалжыңдап айтады ғой, көз тиеді, не сөз тиеді. Суық тиеді, немесе көз тиеді. Мінекей, тіл көз, және де бұл кісінің айтып отырған сал ауру баласы емделіп кетуі мүмкін бе? Қысқа жауап берейік, өткені. Во время беременности девочка как ходила. Бала 7 айына жетпей босанып тұрған. Стрессы были у нее. И вот это все привело к этому. Вообще надо... Тіл көз дегенге сенесіздер ме? Сенем бар. Но, по-видимому, не ребенка сглазили, а маму сглазили, когда во время беременности она ходила. Может быть, нервничала много, психовала. Только массаж поможет. Легкий биоэнергетический массаж. Салтанат ханым, өзіңізге көшейік. Тіл көзге сенесіз, оны білем. Бойыңызға қасиетке кішкене тоқталайық, және де жаңа кісінің жауабы, сұрағына жауап болса. Бұл кісіге айтарым, мен Дәметкен апайдың жаңағы айтқан сөзімен толықтай келісемін. Көбінесе әйелдер екіқабат кезінде жаңа өздері өте жеңіл жүреді, суық тиеді. Сосын жаңағы көбісі жұмыста жүреді, әйелдер вечно депрессияда жүреді ғой. Сонан жаңа туған кезде балалары жаңағындай анасы не істесе бала да сондай болып туады артынан. Бұл жерден біріншіден әйелдерге өзін күту керек, ал екіншіден жаңағындай бұл жерде жаңағы емшіге барды, емделді деп отырсыздар. Мүмкін бұл сәби ғой, балада көзде жоқ шығар. Мына Дәметкен апай айтқандай бар, не мамасында шығар мүмкін. Мүмкін жай ғана айта салса, адам өзін-өзі алдап соған сене бастайтын шығар. Жоқ, енді Ләйла Сұлтанқызы, мен сізге айтарым,
алдайтын да емшілер бар, алдамайтын да емшілер бар. Бір емшілер бар, олар шын емші емес, қасиет жоқ, жаңағындай өздері пиар істеп, жаңағындай адамды алдап, сол арқылы ақша тауып жүргендер де бар. Оларды мен етпеймін, жақтамаймын, мысалы, ондай емшілер көп, біздің Астанада өте көп ондай емшілер, мысалға. Сол секілді енді мүмкін бұл олардың сондай екенін қайдан білесіз? Қайдан білесіз? Өйткені менің алдыма қаншама адам келіп жатыр дейсіз, Ләйла. Больницаға да барып келіп жатқан адамдар бар. Медицинамен емделіп барып, ешқандай жаңағы Дәметкен апай айтқандай, мысалы, менің өзімде жаңағы емімнен бір сіздерге бір мысал келтірейін. Менде бір әйел емделді. Өзі медакадемияда сабақ береді, өзі врач. Жаңағы әйелдің көзінде, жанарында бір кәдімгідей бір шынының бір ұнтақтары жүретіндей болады. Көзін бүйтсе айналдырамайды, көз айналып жаңағындай ауырады. Бармаған жері жоқ, офтальмологтарға да барған, енді өзі врач қой жағалай. Барса бәрі де жақсы дейді. Құр айтқаны, бір жақ бетіңе соқ тиген, нервке соқ тиген деді. Ол емделмеген жері жоқ. Сөйтіп жүріп, естіп, бір естіп келеді дегендей, маған келгеннен кейін жаңағы ел 3 күн бойы мен жаңа Құран аяттарын оқып, бойын тазарттым жаңағыны. Мен Құранмен ғана емдеймін, иә. Дем салып, мысалға мына бала келіп отырма, артынан отырам да, Құран бүйтіп арқасынан ұстап отырам өзі, Құран аяттарын оқимын, ниеттеніп Аллаға шын жүректен жүрегімді ашып, мысалы, мына бала келсе, бұл балады өзі намазхан ғой, мысалға, бұл да, о Алла, шипаңды бере көрді, бұл баланың да сөзінің жаны бар, бұл бала Алла тағала айтқан ғой, мысалы, Құран бұл Алланың сөзі, онда жазылған ғой, әрпейінде дейді. Маған алақан жайып, я Раббым, я Раббым деп 3 рет ниет, мысалға, менен бір нәрсе сұраса дейді, мен ұялшақпын, мен берем оны сұраған дейді. Бірақ көп адамдар жүректерін ашпайды Аллаға. Ауызбен ғана айтады, жүректе түкте жоқ, Ләйла. Татырыңыз, енді жаңаған келейін. Сонан жаңа әйел келіп 3 күн дем салғаннан кейін, ол әйел менен кетті. Біраз уақыттан кейін жаңағы әйелмен хабарласады жаңағы ел. Оның күйеуі өзі бір жерде полковник істейді, осы Астанада бір милицияда. Таныстың танысы болып тұр ғой. Звондап, сол күйеуі мені қонақты көрген сайын, мені алақанды салтанат деп бүйтіп жүреді мені. Әйелінің 2 көзі тоқтаған, ішіндегі түйіршіктер бәрі, өйткені мынаның бәрі көз тиген, байланып қалған тамырлар ішінде. Көрдіңіз бе? Көз деген ол бар. Самовнушение емес ол жерде. Скептиктар қазір сіздің сөзіңізді бір ертеге балап отыруы мүмкін. Енді әрине. Енді бәрі өзін өйстіп мақтай береді. Ол түсінікті ғой, бір жазып алса, сол адамды мысалға келтіре береді деп. Біздің келесі көрерменіміз желіде тұр, түсінеміз біз сіздердің. Ал енді Ләйла, я вас перебью. Ал жаңағы мынау звондаған балаға айтарым. Бұл жерде мысалға только массаж, сосын мына кісілерде мысалы массаж. Бірақ неге бірден айтпайсыздар? Сал ауруы аяғымен тұрып кете алмайды деп. Массаж дейсіздер. Аяғымен тұрып кете алады. 100%. Негізі ол тұрып кете алады. Ал енді оғанша жақсы, мен қате бола қойсын. Бірақ мен осы өміріме дейін 39-ға келдім. Бір баланы көрген жоқпын сал ауруынан аяғынан тұрып кеткен. Әрине, кішкене де болса, ем болады, человек настоящий так ходить, где-то прихрамывать будет, где-то... Жоқ, мен түсініп отырмын, олай болады. Бірақ та мен жүгіріп кете алады дегенге мен сенбеймін. Оның өзі пайда ғой, егерде жаңағы сондай бала жазылып кетсе де бір хотя бы 70%-ке, оның өзі мысалға анаға көмек еместен мысалға. Жақсы. Тыңдап отырмын, сәлеметсіз бе? Эфирдесіз. Қайырлы күн. Эфирдесіз. Біз ешкімнің үмітін үзгіміз келмейді, бірақ та шындықты кейде қабылдаудан біз өзіміз қорқамыз. Біз әр аяғынан тұрып кеткен бала үшін қуанамыз. Соның анасының жүрегінде пайда болатын үміт үшін қуанамыз. Шыны керек, балалар ауырмасын ең бастысы. Сіз мені естіп отырсыз, сөйлеңіз. Мүмкін болса, теледидардың дауысын бәсеңдетсеңіз болады. Алло? Иә, сәлеметсіз бе? Иә, сізге айтып отырмын, айта қойыңыз. Қайырлы күн? Қайырлы күн. Ләйла Сұлтанқызы, саламатсыз ба? Сіз бағдарламаңызды көреміз, қуанамыз. Қостанай облысынан хабарласып тұрмын. Жақсы, Қостанайдан. Сізде осы басыңыз бір нені айтып берейін. Жақсы, өзі ауылда, жағынан ауылда тұрамыз. Сонда осыдан 14-13 жыл бұрын кішкентай балам талып, жаман ауырып, содан қайта жылап мазалай бергесін ауылда фельдшер шақырып, болмады, қайта қарап, содан қарап не істегеннен кейін ол кісі егет обезболивающий анасын сонда да болмады, басылмады. Содан
біраз неден кейін алда бір неміз бар да, әжеміз бар да, Сәбира деген кісі. Сол кісіге әрдайым көп рахмет айтқым келеді, жаңағы тыңдап отырсақ. Сол кісі баламды аман алып қалып, балама көз тиген деп кіріп келген кезінде жаңағы кісі сразу айтты, мынау бәрін бала шамал болған кезде жүріп кететін еді деп. Былайша айтқанда сіз бақсы балгерлерге сенесіз. Сенемін. Ем қонды деп отырсыз, дұрыс қой? Жақсы, егер ауырған жағдайда бірінші сіз дәрігерге барасыз ба, әлде бақсы балгерге барасыз ба? Бірінші сол бақсы балгерге барым деп естеймін өзім. Бірінші бақсы балгерге барасыз, дұрыс, е? Мен солай түсіндім. Жақсы, рахмет. Зивараға сұрақ, иә. Зивараны көріп тұрғаныма өте қуаныштымыз осылай. Көрінбей кетті, не себептен соны білейін деп ғой. Өте дұрыс, орынды сұрақ, иә. Енді көп рахмет. Рахмет сіздерге көп. Рахмет сізге де рахмет. Көрінбей кеткенде мен бармын, мен жүрмін. Қазір енді соңғы кезде өнер жұлдыздары деген журналмен жұмыс істеп жатырмын. Кішкене өнерімді былай қойдым да, журналмен жұмыс істеп кеттім, журналист болып, иә. Мен қайтадан шықтым деп айтпаймын, мен бар адамын ғой, енді обновление жасап жатырмын. Қайтадан бастап жатырмын. Репертуарды жаңартып жатсың, жаңа бейне түсіріп жатырық. Сол, жалпы бармын. Рахмет сіздерге. Жақсы, мінекей Зивара шын мәнінде соңғы кездері енді журналмен айналысқан екен, шынында да көрермендер сағынып қалған болу керек, енді асыға күтеміз. Ал енді назарларыңызға жаңа айтқан экспериментті ұсынғым келеді, Арайдың сюжетін қараңыздар. Жоқ, апа, рахмет, мен ондайға сенбеймін. Сен үлкен бір ағзың жоқ күтіп тұр ғой. Журналист жұмыс істеймісің? Иә. Мен біліп тұрмын ғой журналист екенін. Кел кішкене аластан. Жоқ, апа, рахмет, көп рахмет. Керек жоқ. Ана жерден өтуші болма. Жолдан өтсең бір жамандыққа ұшырайсың балам. Қыр соңымнан қалмай, әйтеуір бір қиындықтарға тосқауыл қоямын дейді көшедегі бақсы балгерлер. Қандай да бір жамандыққа араша түспек. Сенейін бе, сенбейін бе, құлақ асам ақымақтыққа баларсыздар. Тәжірибе болсын, көріп келге кім иланады екен? Жолға өтпей-ақ қойсаңыздар қайтеді жолдан өтуге. Өте қиын ғой, енді неше түрлі жағдайлар өтіп жатады ғой. Көргесін айтып отырмын бұл сіздерге. Жақсылық болсын деп. Жолдан өтпей-ақ қойсаңыздар. Машина деген аяқ асты келіп қалуы мүмкін да. Сондықтан енді байқап етпесеңіздер. Басқа жақтан өтсеңдерші. Көлік қағып кетуі мүмкін мынау. Жамандық деген аяқ асты ғой, білесіңдер. Көлік қағып кетуі мүмкін ғой. Көлік қағып кетеді ме жерден байқаш. Жамандық аяқ асты. Өтпей-ақ қойыңыз. Басқа жағымен айналып өтпесеңіз болмайды мына жерден өтуге сізге. Жамандыққа сенесіз ба? Қорықпаңыз, мен сізден немен айтайын деп тұрған жоқпын. Мынау жолдан өткенде байқамасаңыз, жамандық деген аяқ асты ғой енді. Жоқ, енді шындық қой, қайдағы емес оның бәрі. Сіз де өтейін деп тұрсыз ба жолдан? Өтпей-ақ қойсаңыз қайтеді мына жолдан? Қайдан өтем? Енді кішкене тұрып тұрыңыз, кішкене. Күтіп тұрыңыз. Сіз де өтпеңіз жолдан, өтуге болмайды, білесіз ба? Жамандыққа ұрынып қаласыз мына жерде. Солай деп тұр. Байқап жүрмесең, ақшаңды да алып қою мүмкін. Байқап жүр. Жарай ма? Бер келіңдер, тағдырларыңды айтайық. Келе ғой, кел бер. Аластай мен мынау адыраспа деген білесің ба? Киелі шоқ. Әй, соткаңды жоғалтып аласың сен, мына жолдан өтуші болма. Жолдан өтсең бір нәрсеге ұрынасың. Сүрініп құлайсың, байқа. Алашағыңыз бар ғой деймін, бар, сол мынау соны түсіп қалады. Жақсылық болсын еді. Жақындамаңыз. Я, онда не керек ол, жамандықты істемейді. Енді соны байқаңыз деп атқан ғой, байқаңыз. Құлап қалмаңыз енді. Құлап қалуыңыз мүмкін. Қайда жоқ, қайтып кетірші қарағым. Қайдан білесіз, қазір мына жерден өтіп бара жатқанда машине қағып кетсе қайтесіз?
Енді бір Алланың қолында ғой бәрі. Бүйте салам мен алып берген бітті. Сөйтесіз бе енді шежіре жолыңыз бос. Байқап жүріңіз. Құлап қалмаңыз. Өтпей қойыңыз, жолды өтпей қойыңыз. Мен шынымды айтамын, сізге бір жамандық болайын деп тұрмын. Жолдан өтсеңіз қазір. Ішімдегі мынау айтқым келіп тұрғасын айтып жатырмын, сіздерге айтып жатырмын. Қай жақпен өтеген өту керек пе? Енді қалай өту керек? Енді айналып өту керек, анау жақтан қарай. Басқа светофор тұр. Біздің негізі жарнама кезінде немесе сюжет кезінде барлық қызықтар кадрдың сыртында қалып кетеді деп айтатын едім ғой. Жаңа ғана өздеріңіз көрдіңіздер. Негізі бұл апамыз біздің жай актриса тұғын. Яғни қолына адыраспан ұстап, көшеден өтер адамдарға өтпе, егер сен көшенің арғы бетіне өтсең, сені көлік қағып кетеді деп жай ғана айтып сынап жатыр. Басым көпшілігі сеніп отыр. Ұрысқандар да бар. Ана жасыл киген апамыз ұрысып кетіп бара жатыр, ауыз жыбырлап. Біреулер аумен жасап, ары қарай Құдай сақтасын деп сенбегендер де бар. Бірақ та бұл жерде біздің көрсеткіміз келгені адамдардың қаншалықты тез алданғыш екені. Өтпей, анау стопты басып, күтіп тұрғандар, апаның қасына барып, жаңағы ары қарай сұрап тұрғандар кездесті. Мария, біз сіздің енді Қытай медицинасы соның ішінде енді массаж арқылы көбірек ем-дом жасайтыныңызды білеміз. Өзіңізбен бірге құрылғыларды алып келген екенсіз. Көрсетейік көрермендерге. Бұл не нәрселер? Мынау біздің энергетик тас деп аталады. Бұл адам денесіндегі микроэлементтер толықтайды. Ой, мынау ыстық қой кәдімгідей. Иә. Бұл аппаратты... Бұны денеге қоясыздар ғой? Осы арқылы... Африкалық тастар деп мысалы арқасына түрлі спаларда қойып жататын. Сол тастар ғой? Бұл тек қана Африкада шықпайды. Жоқ, бұның құрамы не? Бұны енді мен қытайша денсіші дейді ше. Денсіші? Ал енді бұл өте неше 10 мың жылдардан қалыптасқан тас болғандықтан ішінде көптеген элементтер бар. Адамдарға бұны осылай омыртқадан және де жан-жағындағы каналдардан қойған кезде адамдарға биоэнергияларды. Яғни демек бұл тастарда биоэнергия бар. Бұны кез келген жерге қоясыздар ма? Тек қана омыртқаға ма? Біз және ауырған жерлерді негізетіп қойға болады. Және суық ұстағандағы суықтарды алуға болады. Сонымен бірге бұны қойған кезде адамның нервтері тынышталып, ұйқысы жақсы емес адамдарға өте жақсы әсер береді. Жақсы. Ал мынау не нәрсе? Ал енді мынауымыз біздің немене деп аталады? 5 элемент деп аталады. Құм қадам. Құт қадам. Құт қадам дейді? Құм қадам деп жазып қойды. Қазақша жазылған ба? Не бар оның құрамында? Бұл табиғат өзді 5 түрлі элементтен құрылады. Олар от, ағаш, су, алтын, топырақ. Осы 5 элемент табиғатта егер біреу кем болып немесе біреу артық болса, табиғатта апат пайда болады. Мәселен, от элементі көбейген кезде құрғақшылық пайда болады, ал енді су элементі көбейген кезде топан су апаты болады. Адамзатта осы 5 элементтен құраламыз, әрі біздің денемізде осындай апаттар болады. Сол кезде неткен жатқан философия қарап тұрсақ, адам ағзасы 5 элементтен тұрады. От, су, дұрыс, энергетика жағынан, не бұл? Ал егер осы 5 элемент біздің денемізде біреу азайып, біреу көбейген кезде бізде жаңағы аурулар пайда болады. Былайша айтқанда, бұны сіз массажға арнайы пайдаланасыз? Арна. Мен ортаға көмекшімді шақырсам деп отырмын, ақыры Зивара көнбей қойды, қандай да бір сынақты өткізуге өзіне Зивара, солай ма? Мен Ақылбек жақындай қойшы. Ақылбек, микрофон жоқ, бірақ та өзіңнен сұрай қойық. Басың ауырмай ма? Ортаға тұра қой. Басым? Иә. Қазір ауырып тұрған жоқ. Жақсы. Ақылбектің жаңағы мойын омыртқасын қарап, қандай да бір кінараттар бар ма? Байқап айтып бере аласыз ба? Бас, иә. Былай қарап тұра қой. Бұл баланың бүйрек қызметі әлсізірек. Бүйрек қызметі әлсіз. Бүйрегің ауыра ма? Білмеймін өзім. Білмейсің. Ақылбек білмейді. Жақсы. Сенен кейін мына өкпе қызметі сәл әлсіз. Өкпе қызметі әлсіз. Өкпе қызметі әлсіз. Жөтелмейсің ба, ауырмайсың ба кейде? Ауырмайсың. Темекі шегесіз ба? Темекі шегесің? Темекі шегеді екен. Сенен кейін
Ақылбек әкешен көріп отыр ғой эфирді. Таяқ жейсің ғой. Асқазан жақсы жұмыс істейді. Жұмыс істейді? Иә, асқазан жақсы істемейді. Жақсы жұмыс істемейді. Иә. Дұрыс па? Жақсы. Сондықтан ішкен жеген тамағы бойына сіңбейді. Енді студент қой, гастриті бар шығар. Жақсы. Сіз қазір омыртқасын ұстап айтып отырсыз, е? Тошқалары бойынша, омыртқалары бойынша. Және бұл бала суық суды көп ішесің ба? Мұзай су көп ішесің ба? Суық суды ішкенді өзгертпесе, мына балада омыртқасының неміне скариоз деп қоясыздар, омыртқа қисайып. Сол бар көбейеді. Сонымен бірге мына жақтан мына омыртқалардың сыртқа қарай тебуге келіп шығады. Емге келеді ғой басысы? Келеді. Қорқыныш ештеңе жоқ қой? Сонымен бірге жауырына жабысқан. Мынау әйел бақытына барып, менің балам жұмыс істеп, ауру болыпты деп. Жауырынның жабысқаны бар да, бұл бала елге ренжімейді, ренжігенін ішіне сақтайды. Сондықтан мүмкін. Иә, сол ішке жиналады үш жерге. Жақсы. Рахмет, Ақылбек. Енді, Мәрия ханым, рахмет сізге. Жалпы, бұл енді сіз жаңағы қолыңыздың сезімі сезе отырып нүктелерді, соған сіз кәдімгі диагноз қоя алады екенсіз. Шипа болсын, келген алдыңызға келген әрбір ауырдым деп келген адамның барлығы жазылып кетуге тілектесігімізді білдіреміз. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, біз қазір аз ғана уақытты жарнамаға бөлеміз. Жарнамада екен осы студиямызға хабарымыздың басынан тамашалап отырсаңыздар, естеріңізде шығар. Самат мырзаны мен ортаға шақырамын. Ақтөбеліктерді бомба қойылды деген ақпарат түрлік тұрды. Милициялар тұр, ештеңе айтпайды. Неге болмайды десем айтпайды. Бүгін қалалық электр басқармасы ғимаратына жарылғыш зат орнатылды деген ақпарат келіп түскен. Осының нәтижесінде авторларға төлейтін қаламақымыз да төмендеді. Баспасына би болған еңбектің ақысы төленбей жатыр. Қаптаған авторлық құқықты қорғау ұйымдары бір-бірінің сөзін тыңдар емес. Ұсақ саудамен айналысатындардың үлкен мәселесі. Біз енді ішінде отырсақ, мүмкін омен істейтін едік. Ал қазір бізге далада істейтін торговляға мынандай аппарат келмейді бізге. Өскемендік кәсіпкерлер кассалық аппараттар үшін прокуратураға шағымданды. Бүгін жүрегімде қалды сыз неге? Әдем үнімен жүректерді баураған. Жүректерінде қаншама арманы бар адамдар сіздерге арналады. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы. Мен сізге сыйлық дайындап алып келген болатын. Гүлнұр Оразымбетова. Мен сондай бақыттымын. Сәлем Қазақстан. Жұлдызды жаңа қырынан тана. Ертең. Оның өнерде жүргеніне 30 жыл болды. Танымал әнші Шахизаданың әндеші. Айна, айна, айна айтқан алдамай. Сен арманымсың, таңдағанымсың, жан қалауымсың. Саған ғана. Чистая линия 5 шөп күші. Бір сусабында 5 әсер. Қалақайны қайтады, сүйелшіп қуат береді. Шайқурай көлем береді. Түймедақ жарқыратады. Алмың жапырақ жұмсартады. Чистая линия 5 шөп күші. Бір сусабында 5 әсер. Чистая линия. Сенің әсемдігің. Соңдай жаңа, соңдай дәмді, және сондай табиғи, қазір ғана жүйектен алынғандай. Три желания кетчубы табиғаттың өзі жасаған. Бұрын еш нәрсеге ие болмағандар бір мезетте барлығына ие болады. Ал бұрын барлығына ие болғандар бір мезетте барлығынан айырылады.
Бұрын біреудің арқасында мәз болғандар, енді өздері талмай еңбектенуі тиіс. Төмен бағалар үшін күрес енді басталады. Жұмысқа кірісейік. Теле2 ұсынған күшті тарифында енді шексіз 4G интернет бар. Бар жоғы 1390 теңгеге. Толығырақ Теле2.kz сайтында. Теле2 үздік баға кепілі. Жаңа Пиала Голдтың дәмін татыңыз. Ерекше қою, шайдың қанық дәмін бағалайтындар үшін арнайы шығарылған. Ал Пиала Голд кешкі жеңіл, табиғи хош иісмен серіктеді. Пиала Голд шайы, еліктірер сұлулық. Жұмыс па, спорт па, кездесу ме? Сыртқы келбетін жіті бақылауда. Nivea Men ұсынған көрінбейтін қорғаныс дезодорантымен қараның түсі қара, ақтың түсі ақ болып қалады. Көрінбейтін қорғаныс дезодоранты әлемдегі нөмірі 1 даққа қарсы құрал. Nivea Men ұсынады. Ас қорытудың бұзылуы? Крион 10 мың бар. Крион 10 мың капсуласы жүздеген мини-микросфераны босата отырып, асқазанда ерейді. Көлемінің арқасында мини-микросфералар тамақпен жақсы араласып, ас қорытылуын жақсартады. Крион 10 мың. Ас қорытуға көмектесетін жүздеген мини-микросфера. Қараша 18:00-де тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай ең үздік ғаламат шоу. Алматы арена мұз айдыны жұлдыздармен жарқырайды. Қайрат Нұртас, жігіттер квартеті, Бүркіт пен Аюша, Маржан Арапбаева, Әлшер Каримов, Меламен тобы, Гүлнұр Оразымбетова, Мақпал Исабекова, Ринго тобы, Дилназ Ахмадиева сіздерге ұмытылмас әсер сыйлайды. Кеш қонағы миллиондардың жүрегін жаулаған түрік әншісі Бурай. 16 қараша 18:00-де Алматы арена мұз айдыны. Тұңғыш рет жыл таңдауы ұлттық телевизиялық музыкалық жүлде. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен әйел бақытынан келіп тұрмын. Медицина айдарының маманымын. Есімім Ринат. Қош келдіңіз. Кішкентай қызыңыз бар екен. Я, 7 айлық балам бар. Қалай тамақтандырасыз? Қызымды енді балаларға арналған арнайы ботқа беремін. Өзіміз ішетін тамақтан да аздап беріп отырамыз. Неге сұрадыңыз? Бала денсаулығы үшін тамақтандыру арасындағы жиіліктің де маңызды рөл атқаратынын білесіз бе? Маман ретінде өзіңізбен баланы дұрыс тамақтандыру әдісімен бөліскім келеді. Қалай қарайсыз? О, тамаша, олай болса, білмегенді сізден үйреніп алуға әзірмін. Киіміңізді шешіп, мас бөлмесіне жүріңіз. Рахмет. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы бойынша алғашқы тағам балаға 6 айдан бастап беріледі. Ал жасанды тамақ тұтынатын баланы 4 айдан тамақтандыра беруге болады. Жиі сүт сұрап, салмағы 2 есе артып, бала ақырын отырып, басын бұрып алаңдай бастаса, аузына тағам түскенде жұту рефлексі байқалатын болса, бұны баланың тағам қабылдауға дайын белгілері деп біліңіз. Алғашқы тамақ беру қағидалары. Алғашқы тамақ 5 граммнан басталып, 1 ай ішінде 150 граммға көтеріледі. Тек жаңа ғана дайындалған тағам беріледі. Тоңазытқышта бірнеше күн тұрған тағамды беруге болмайды. 10-15 күннен кейін екінші тағам түріне көшіңіз. Үлкен дәретін бақылаңыз. Егер тағамның барлық түріне аллергия байқалатын болса, тамақтандыруды 7 айдан бастаған жөн. Күнделік арнап, не бергенін, сағат нешеде бергенін жазып отырыңыз. 4-5-6 айында шырын, компот, көкөніс ботқасын, жеміс-жидек ботқасын береміз. 7 айдан бастап жұмыртқаның сарысына аздап сүт қосып, қытырлақ нан, печенье қолына ұстату керек. Алма, кәді, түрлі түсті орам жапырақтан бастау керек. Бұлар гипоаллергенді болып келеді. Көкөністерге міндетті түрде зәйтүн немесе күнбағыс майын тамызу керек. Жеміс-жидек көкөністерді буға пісіріп, блендермен езіп береміз.
7-ші айдан ботқаларға көшеміз. Қара құмық, сұлы, жүгері және күрішке ана сүтін қосқан дұрыс. Құс, сиыр, жылқы, балық етін беруді бастап 8-ші айдан қолына қасықты ұстату керек. 9-ші айдан бастап тамақты блендермен емес, шанышқымен езіп береміз. Ринат мырза, сізге көп рахмет. Бала тамақтандырудың әліппесін енді білетін болдым. Рахмет сізге, оқасы жоқ, кәделеріңізге жараса болғаны. Ринат Батақов, біздің тұрақты дәрігеріміз дәл қазір кішкентай балаларды қалай тамақтандыру керек туралы пайдалы ақпаратты айтты. Студия жиһазының демеушісі, үлесі жоғарғы дәрежелі жиһаз өнімдерінің сауда естеріңізге саламыз. Жалғастырамыз хабарымызды 55-31-80, 55-31-81. Мария ханымның орнына қазір бізге Самат Бөрібекұлы ағамыз келіп қосылды. Балалы болғысы келетін әйелдерге көп көмектеседі екен. Емші хабарымыздың басында қараңғы бөлмеде бізбен тілдескен еді. Қош келдіңіз тағы да, Самат мырза, ортамызға. Жағдайыңыз қалай? Барлық хабарландыруларда сіздің телефоныңыз жүреді, яғни көтере алмай жүрген әйелдерге көмектесемін. Қалай көмектесесіз? Өзіңіздің ем-домыңыз туралы айтып берсеңіз кішкене. Физиология. Адам бәрі физиологияда байланыс. Бірақ біз оны бәрін ұмытып баратырмыз. Тем более әйел адам. Қазір ауырып шығып бәрін соны көтеріп жатыр әйел адам. Қазір ауыр жұмысқа да кіріп жатыр, қай жерге болса, отбасын көтеріп жатыр да. Бірақ өзінің денсаулығына қарамай жатыр. Себебі уақыт жоқ ода. Кешке жақын келеді, түк жатады, ұйықтайды болды, одан кейін аржанда не бар, ұйықтаймы дегенде ол екінші сұрақ. Емі менің айтып жатқандай, оны былай жеке көрсету керек те, оны айта алмайсың былай елдің көзінше. Сіз маймен де емдейді екенсіз арасында. Шөпті, май да бар оның ішінде. Шөптер бәрі аптекада сатылатын шөптер. Сіз қоспаның түрін білесіз. Мен айтам, осындай шаруаға, сен осындай проблемаға, осындайды шөптер, бірақ оны ішкенің шыдамы бол керек. Бірақ біздің әйелімізде шыдамы жоқ. Қазір ол шыдамсыз. Бала көтере алмаса, демек өзі кінәлі, шыдамсыздық танытып, соңына дейін ішпеген. Одан кейін көбісі ер адамға байланыс. Ер адам дегенде ол көмек бол керек, дополнение бол керек. Ондай болмаған соң әйел адам өзі жалғыз көтере алмайды. Қанша жыл болды айналысып келе жатқаныңызға? Өмір бойы болды. Өмір бақ. Қазір жасыңыз нешеде? 40-та. 40-та. Демек өмір бақи болғанда ес білгелі бері деңіз, е? Енді көбісі былай айтсам, мен Батыс Қазақстанда, Орал қаласында жүрген адам. Мен сол жерге 3 жыл. Қанша жасыңыздан бастадыңыз емді? Енді былай қарағанда 7 жыл болды именно адам арасында жүргенде. Қыз-келіншектерді емдеп жүргеніңізге? Иә, ер адам бар ішінде. Арақ ішетіндер де бар, темекі тастайтындар да бар. Өзіңіздің тәжірибеңізде қанша қыз-келіншектің аяғы ауыр болды? Шындығында? Санаған жоқпын да, бірақ көпті жетеді. Бір 100-дей болатын шығарады, бәрін қарап атқанда 3 жылдың ішінде. Менің айтарым, мысалы, мына жерге, оның бәрі самовнушение, өз-өзін бір сендіруде, мысалы. Адам өзіне сендіре ма? Мысалы, мынандай сөз бар. Мысалы, адам бір жер ауырған кезде бізге рецепт жазып береді, врачтар, дұрыс па? Врач рецепт жазып береді. Соны біз рецепт алып, мойнымызға іліп, арқалап жүрмейміз ғой, дұрыс па? Сол сияқты әр адам өзі дұға етіп, намаз оқып, әлде дұға етіп, Аллахтан шипасын сұраса, ол бәрі жақсы болатын еді. Келеді да, осындай адамдарға барып, ол енді дұрыс емес. Менің ойымша солай. Ол сіз... Мен ренжімен сөзді бөлейін енді. Мен адамға ешқашан артынан жүгірмеймін. Адам өзі халық сондайда келет өзі іздейді. Ол шатасқан көп адамдар, мен ойлаймын, халық бәрі шатасқан. Шатасып жатыр. Сіз қазір зигараның энергетикасын сезіп отырсыз ба? Сезіп жатырмын. Бір нәрсе ұнамай отыр ғой деймін сізге? Жоқ, оны ұнамайтын менде жоқ ондай. Жақсы, не сезіп отырсыз? Оны сезгені скептик. Сенбейді, біз хабардың басында айттық. Реалист. Жоқ, шын ғой, реально айтатын болсақ, рецепті біз мойнымызға іліп жүрсек, рецепті сіз жасамайсыз ғой. Жоқ, сол рецепті іліп жүрсек, ол бізді бірдеңе пайдасы жоқ, дұрыс па? Ал намаз оқып, Аллахтан дұға етіп, Аллахтан шипа сұрасаң, оның бәрі жақсы болады. Соған мен айтамын. Алла тағала саған не үшін көмектесу керек сізге? Қалай көмектеспеске? Аллахтан бәткен бауын сұрасаң да Аллах береді дейді. Жұмбақтан қалай түспеткеніңізді оны қалай білесіз сіз? Жұмақтан? Иә. Сіз жұмбақта жүрген адам. Сіз жаныңыз бар екеніңізді қалай маған көрсете аласыз, сендіре аласыз. Мен білемін, Алла тағала. Айтып беріңізші жақсы, Зивараның денсаулығында қандай да бір ақау бар ма? Бар. Бірақ ол сенбейді, оның врачтарға сеніп жатыр. Жоқ, мен Аллаға шүкір, июльде мен өзімнің денемнің бәрін білемін.
қай жерім ауырғанында емдеп соның бәрін жасап шыққанбыз, дұрыс па енді былай айтқанда? Дәріні алып жатқан кезде ол Аллахтан келген дәрі. Сіз дәрігерге сенесіз, былайша айтқанда, Зибара, сіз бұндай кісілерге? Сенген емес ол. Аллах халал деп берген дәріні. Мысалы, бір жерің ауырып жатса, жарайды, соған басын ауырып жүре бермей, мысалы, дәрімізді Жақсы, біз тәжірибеде көрейікші, ал жақсы, ең қатты жанына бататын ауруы қандай, Зибараның? Көбісі қарап жатқанда бәрі түріне көрініп тұр адам. Жақсы, түрі бойынша, сіздің ойыңызша ең қатты жанына бататын ауруы қандай, Зибара? Қыз жағынан. Қыз жағынан. Қыз жағынан, Зибара? Ондай астағфираллада ауру жоқ, менде Құдай жоқ, шынымды айтамын. Адам деген енді кішкене түсіндіріп берейін. Сіз енді сондай айтып тұрсыз ғой, мен әйелдерімді босандырып, сонда сіз мені шақырып тұрсыз ба, сізге көмектесем деп? Жоқ, мен ешкімді ешқашан шақырмаймын. Просто айтатынды бір şey. Жоқ, мен айтып тұрмын, менде бәрі Аллаға шүкір, бәрі тамаша. Адам деген физиологияны өзінікін ұмытып кетеді себебі, тек қана алдағы ғана үйреніп жүргені. Сіз дегенді өзіңіз білесіз, ана ішінде сіздерде бәрі вакуум болып жатқандай. Оны сіз қыстырып жатсыз. Соң сіздерде ренжімес айтқанда киста шығарды, анау шығарды, зажим. Оның бәрі, мені кішкентай қыз емес. Ұрыспаңыздар, жақсы, эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз, бізде желіде біраз көрермендер тұрып қалдыңыз, айып етпеңіз. Айта қойыңыз. Алло. Тыңдап отырмыз сізді. Әйел бақыты бағдарламасы? Иә. Сіз эфирге хабарластыңыз. Мен осы бағдарламада қарап отырмын да, негізі бағдарламасы көп көрмеймін. Бүгін көріп, маған тақырып маңызды болып қалды да маған. Осында өз ойымды айта кетейін дедім. Жақсы, айтыңыз. Негізі осы бақсы балгерлердің көбісі экстрасенстер деп айта береді да. Олардың көбісі барлығын ағатын салыстыратын болсақ, 80% өтірікшілер да. Бақсы балгерлердің 80% өтірікшілер. Иә, көбісі ақша үшін және табыс үшін өздерін адамдарды алдап ақша табады. Жақсы, бір дұрыс фактпен айтсаңыз, өйткені қазір біз сіздің 80% дегеніңіз 10 адамның ішінде 8 адам ба қалай? Нақты мысал кетір. Иә, нақты мысал керек. Ресейдің битва экстрасенс деген бағдарламаны көріп отырғанмын бірге. Сонда соған хабарласып, сол бағдарламаға болып жатқан кезінде бір экстрасенс, орыстың экстрасенсі соған маған сұрағыма жауап бергенде, мені көрмей, мен тек қана телефон арқылы естіп, менің бүкіл сұрақтарыма жауап беріп, 90% мені қанағаттандырды. Сіз сұрағыңыз келіп отыр ма, сонда студиядағы кісілерден бір нәрсені? Иә, мен сынағым, мысалы, менің атымды, туған жылымды айта аламын ба, мысалы? Жақсы, атыңызды айта алмайтын шығар, бірақ та шамамен жасыңызды айтуға болатын шығар. Жоқ, олар мені көрмей, білмей, маған сұрақ қоймай, мен туралы айтып. Дұрыс қой, енді сіздің сұрағыңызды біз ұқтық қой. Яғни сіздің сұрағыңыз, менің жасым шамамен қаншада? Самат мырза 40-тан асқансыз. Мен туралы кез келген ақпарат, мен егер дұрыс болса, мен растаймын. Дұрыс болмасын, мен дұрыс емес. Енді біз сізді түсіндік. Самат мырза сіздің жасыңыз шамамен 40-тарда дейді. Дұрыс па? Самат мырза. Жақсы, сіздер қалай ойлайсыздар? Менің жасым 21-де. Мен көріп келе емеспін, мен айта алмаймын ондайды. Маған ол жат қасиет. Мысалы, бағдарлама хабарласқан кезде сіз енді соңына дейін неге тыңдамайсыз? Біз сізді сыйлап... Менің атымды айтты да, мысалы. Менің телефон нөмірімді, екінші телефон нөмірімді айтты. Ойбай. Мені көрмейді, білмейді, экстрасенс танытты. Кімді айтып отырсыз қазір? Кім айтты оның барын? Экстрасенс, менің дәл оның кім екенін есімде жоқ қазір. Жоқ, біз біреуді біреумен салыстырмайық, мәселе ода емес, былай істейік. Бұл кісілерден сіз сұрадыңыз жас аралығын. Самат мырза 40 деді, сіз қате айтты дедіңіз, 21 дедіңіз, Салтанат ханым мен экстрасенс емес, мен айтпаймын деді. Біз енді Дәметкен апамыздың да пікірін тыңдайық. Мен туралы нақты қандай ақпарат бере аласыз дегенде, ол менің сұрақтарым бәріне жауап берді. Тіке қойыңыз сұрақты. Мен сізді айтсам, сіз мені ұқпай отырсыз. Тіке қойыңыз, қандай сұрақ мазалайды сізді? Алло, естілмей жатыр. Сізді қандай сұрақ мазалайды? Нақты сұрағыңыз қандай? Кімге қойғыңыз келеді? Мен осы студияда отырғандардың барлығына арналған сұрақты, мен туралы нақты қандай ақпарат айта аласыз? Жақсы, сіздерден сұрақ. Дәметкен апа, айтыңызшы, бұл кісі туралы не айта аласыз? Мы же не ясновидящие, не такие, которые гадалки, не говорим. Просто емшілер. Я у него вижу, что поджелудочным немножко изменения дает. Видите, гортань
Сиплость голоса идет, немножко в гортани изменения, с носом проблемы, гайморит или что с левой стороны пазух. И немножко в глаз с левой стороны изменения дает. По голосу я просто услышала. Тек қана даусыңыз арқылы Дәметкен апа сізге қазір біраз диагноз қойды. И зубы на холод реагируют. Немножко еще не. А? Психически невровно. Сіз желіде тұрсыз ба? Осы айтып өтті ғой. Менде мұрныммен шамалы денсаулық жағдайы нашар. Мұрнымның. Ата нақты не айтып жатыр тағы? Мен денсаулығым. Жақсы. Былай істейік. Сізге нақты айтса да сіздің көңіліңізден шықпай тұрған сияқты көп нәрсе, сондықтан анық сенбейтін адам екеніңіз байқалып тұр. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Мен онда дәл қазір былай жасайық. Біз Салтанат ханым, бізде кадрдың сыртында Дәметкен апа, Самат мырза студияға келетін келесі кейіпкеріміз тұр. Ақыры мына кісі бастап берді әңгіменің басын. Кішігірім ақпаратты естігіміз келеді. Біздің сыртымызда қазір осы студияға кіретін келесі кейіпкеріміз тұр. Мы должны бар. Шамамен, жоқ, шамамен. Енді сіздер биоэнергетикасын сезем дедіңіздер ғой адамдардың. 200 метр қашықтан сезетініңіз бар екен, Самат аға. Кім тұрс кадрдың сыртында қазір? Кіретін ба осы жерге? Кіретін осы жерге. Мы должны сидеть. Ер адам ба, әйел адам ба? Ер адам. Кто-то мужчина, женщина. Камерадан көрсеткен жоқ па? Шамамен. Здесь какая стенка? Ау? Какая стенка? Это. Мына жақта ма? Мына жақта тұрма біздің. Мына жақта, менің сол жағымда. Мужчина там. Мужчина. Ер азамат. Да. Ну, я просто так говорю. Так. Жақсы. Так, не это самое. Ер адам. Жақсы, рахмет. Жарнамадан кейін кірсін сол ер азамат. Женщина. Бүгінгі ойын ерекше, өйткені бұл финалдық ойын. Болашақ қауымдастығы мен Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығының тәлімгерлері білгірлер бәйгесінде бақ сынаспақ. Дарын командасында есеп 70-70 болып теңесті. Бүгін білгірлер бәйгесін көріңіздер. Бүгін мәселе менің қорғалушыма қатысты. Оның кінәсіздігін дәлелдегім келді. Және сен оны дәлелдеуге көмектесетін басты тұлғасы. 19:05-те. Сурай, ауылға қайтып барайық. Балаларымызбен бірге бақытты ғұмыр кешейік. Бұл мүмкін емес. Сурай, жақсылап ойлашы. Бақытыңнан бас тартпа. Қалған өмірімді ризалмен өткізсем бе деймін. Сурай. Ол өзінің қоңырқай тірлігінен қашқанымен сезімі безіп кете алмады. Жақында бақытқа талпынған үзілмеген үміт. Құпия бар менде, флавометпен емде, таңқураймен аңқыға, үлкендермен балаларға арналған. Отбасыңыздың бәріне айтарымыз, жөтелгенде флавомет. Липтонның қара шай топтамасында екі жаңа дәм. Дәмі мол әрі қанық Royal Ceylon. Күш беріп сергітетін English Breakfast. Көздің айналасындағы нәзік теріге ерекше күтім керек. Невея көздегі макияжды кетіруге арналған 2 есе әсер гүл кекіре сығындысы қосылған. Суға төзімді кірпік бояуын тиімді әрі жеңіл кетіретін нәзік теріні тітіркендірмейді. Невея сарапшылар ұсынған ерекше күтімді байқап көр. Жақындарымен қызықта бақытымда. Күніне бір капсула. Простамол уна. Нағыз еркек бол.
Жаңа Пиала Голдтың дәмін татыңыз. Ерекше қою, шайдың қанық дәмін бағалайтындар үшін арнайы шығарылған. Ал Пиала Голд кешкі жеңіл, табиғи хош иісмен серіктеді. Пиала Голд шайы, еліктірер сұлулық. Отан мен үшін не дейсіз бе? Халқымның музыкасы. Бұл біздің балаларымыз. Біздің болашағымыз осы жерде. Бірге бақытымыз. Болашағымыз бірлікте. Болашағымыз бірлікте. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Ауру жаныңызға батқан сәтте ең алдымен кімнің көмегіне жүгінесіз? Бақсы балгерлер, халық емшілері, әлде медицина қызметкерлеріне ме? Мен мынандай қасиет аламын, мен бұлай адамды емдейін деп Алла кешірсін мен білген жоқпын. Мен мынандай осындай жасқа келгенде мен жеті хазірет Алланың сүйікті атақты құлы боламын. Осындай жеті хазірет деп атағын аламын, емші, сынықшы боламын деп мен никогда өмірде ойлаған жоқпын. Ол Алла тағала ғана үйретеді. Хирург оны көрмейді. Біздің көргенімді хирург көрмейді. Тіленгенге түсіреді, ол жарақтың өзін травматолог көре алмайды. Сынғанда смещение дейді, сүйектер бүйтіп қалады. Біз соны оқып, қайттан орнына түсіреміз бүйтіп. Бір адамға өршігіп, әдейі жасап қояды. Бақсыларға барса, жақсы бақсы, Құран оқы, сондай нені жасап қояды. Жақсы молдалар 70 күн алады. Құранмен, зікірмен тартып, 70 күнде өзіме Алла тағала батасымен бергесін 7 күннен асырма деді. Мен 7 күннің ішінде адам үстінде қандай тіл көзі бар, қарғыс дұғасы бар, сондайларды аламын. Жынмен сөйлесіп көрген жоқпын. Керек болса, ондай сөйлесуге болады. Әйелім сөйлеседі, арбақтармен сөйлеседі. О дүниядағы мысалы өлген адамдар келеді, жер дүнияға о дүниядан келеді. Оны енді сізге қалай түсіндіре аламын? Медицина қызметкері ретінде өз тәжірибемізде өте көп кездестірдік. Науқастардың көбісі осындай бақсы, балгер, сынықшыларға қаралып, одан кейін ауыр жағдайда, ауыр халде бізге яғни келіп жағдай кеңес алатын. Ол өте дұрыс емес. Медицина бізде өте қарқынды түрде дамыған, Құдайға шүкір, барлық инновациялар бізде бар. Бақсы, балгер, көріпкелдерге байланысы ислам діні шариғат бұған тыйым салады. Неге десеңіз, Құран кәрімде Алла тағала арақ құмар және бал аштыру бұл шайтанның лас істерінен деген. Өйткені бақсы балгерлер, көріпкелдер, бұлар жаңағы болашақтан, келешектен ғайып нәрседен хабар береді. Ал исламда ғайып, болашақта болатын нәрселер тек қана бір Алла тағала біледі. Дегенмен халық емшісі дейміз ғой, мынау таудан неше түрлі дәрумендер, дәрі шөптерді жинап келіп, соны халыққа беріп емдейтін кісілер болады. Бірақ болашақтан хабар бермейді, ешқандай әруақ, жын шақырмайды. Бұларға ислам тыйым салмайды, рұқсат береді халық емшілігіне. Осымен қатар исламның өзінде, дінде Құран аяттарымен дем салып емдеу бар. Құран аяттарымен дұға, тілектер, Алла тағала пайғамбарымыз үйреткен дұға тілектерін оқу арқылы адамға дем салып осы емдеуге болады. Осымен қатар әрине ислам дініміз кәдімгі заманауи дәстүрлі медицинаны қолдайды, осыларға жүгінуге, басыруға шақырады. Денсаулығыңыз бен өміріңіз тек сіздің қолыңызда. Бақсы, балгер, көріпкел, халық емшілері тіпті медицина қызметкерлеріне сеніп-сенбеу тек сіздің шешіміңіз. Өз шешіміңіз үшін жауап беретінде жалғыз өзіңіз. Осыны ұмытпағайсыз.
Бақсыдан шипа бар ма? Біздің бүгінгі тақырыбымыз, құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз. Жалпы небәрі 3 секундта адамның миын жаулап ала білетін емшімен бақсы айына қанша табады? Білесіз бе? Жүргізілген соңғы статистика бойынша шығыс елдерінде қарағанда еуропалық емшілер табысты екені анықталған. Бір айда бүгінде бақсылар 20 мың ақш долларына дейін табыс тапса, шығыс медицинасы бұл көрсеткіште 2 есе көп сұранысқа ие. Халық емшілері бюджетке салық түрінде ай сайын 30 миллион теңгеге дейін табыс түсіріп отырады екен. Сондықтан үйде отырып ақ ем шараларын жүргізген емшілер миллионерлер тізімінде жүрсе, еш таңғалмаңыздар. Тікелей эфирде біз хабарым жалғастырамыз. Ортаға біз Берік Адырбайұлын шақырдық. 29 жаса, өміріңізде жалғыз бір-ақ рет барған екенсіз, көңіліңіз қалыпты бақсы балгерге. Қандай себеппен бардыңыз? Жалпы қайырлы күн бүкіл қазақстандықтарға және студия қонақтарына. Мен мектеп кезінде досыма еріп барған тұғымын. Енді қасыма жүр, бірге барайық, серік бол дегеннен кейін. Қолымды ұстап, тамырымды ұстап отырып, мен жайлы мәліметтерді айтты және болашағымды болжап берген сияқты. Денсаулығыңыздағы ақауларды айтқан шығар. Бірақ ешқайсысы көңілімнен шыққан жоқ. Бәрі өтірік болды. Жалпы дұрыс келген жоқ айтқандары. Содан кейін енді ести келе, біле келе, көзім жеткен сияқты, енді ол керек емес дүние сияқты негізі адамға. Барған емессіз, сенбейсіз? Жақсы, бірақ сізді осы жерде отырған 3 адам бірден айтты. Кадр сыртында тұрған ер азамат деп. Көріп қойған жоқ ол кісілер. Көрген жоқ па? Енді білмедім ол жағын, бірақ та негізі бүкіл әлемді жаратқан ол бірақ Аллаға емес па? Сондықтан да тек қана Аллаға сену керек сияқты. Енді болжамдар ол енді кейде тура келеді, кейде тура келмейді, бірақ та дегенмен де Тәңірдің өзіне сенген дұрыс сияқты деп ойлаймын, сол абзал болатын секілді. Жақсы. Бір қызық ақпарат оқып берсем деп отырмын. Жалпы Дариға есімді Шымкент қаласының тұрғыны Күншығыс Мөлтек ауданында тұратын бір емшіге емделіп жүргенін әлеуметтік желіге жариялап көпшіліктің күлкісін келтірді. Әлгі адамның емдеу әдісі ерекше екен. Ол алдына келген қыз-келіншектерді құшақтап, массаж жасап емдейтін көрінеді. Емінің қаншалықты шипалы екенін білмедім, себебі мені құшақтау мен массаждан бүйрегім жазылып кеткен жоқ. Жүкті де болмадым. Өмірімде осындай да емшілердің бар екенін білдірдім деп таңғалып Дариға өзінің парақшасында қалдырған екен. Тыңдап отырмыз, көрерменге кезек береміз. Сәлеметсіз бе? Зивара ханымға сұрағыңыз бар екен, эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Біраз көрермендер жаңа ашу ызасын білдірді. Зивара неге аяғын айқастырып отырады, мүмкін бе екен? Алло. Иә. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз. Мен Зивара ханымға сұрақ қойын деп едім. Ол кісі 5 уақыт намаз оқимын дейді. Сол жаңағы рас екен. Рас па дейді? Рас? Рас па екен дейді. Екі тағы сұрақ бар ма? Басқа сұрағыңыз жоқ па? Ол мысалы айтып отыр, мен 5 уақыт намаз оқимын, жаңағы ондай бақсы балгерлерге сенбеймін деп. Егер ол рас болса, мысалы шариғатта қыз балаға намаз оқығанда тырнағын бояп өсіруге ол тыйым салынған. Сондықтан да мен нақты білейін деп едім, ол рас айтып отыр ма? Егер рас десе, сіздің ары қарай ой пікіріңізбен аяқтасақ, рас болғанша? Менде бақсы балгерлерге сенбеймін, себебі ол шариғатта жоқ, дінге қарсы нәрсе. Жай ғана Құдайға сеніп, содан ғана тек тілеп сұрау керек. Сол ойым жалпы сол, бақсы балгерлерге сенуге және оларға баруға болмайды, себебі ол күнә, кешірілмейтін күнә болып есептеледі. Жақсы, рахмет. Ал. Көп рахмет сұрақтарыңызға. Намаз оқып, енді әр адам өзі үшін намаз оқу керек. Оны жариялауға да болмайды деп ойлаймын. Намаз оқып осы жыл бастадым. Бұрыннан бері енді 9-шы жылы осы ораза ұстадым. Бояймыз, бояғанда намазды Аллах деген бізге қиындатпаған. Иә? Біз андай фанаты емеспін. Орамал тағып, намаздың кезінде бәрі бояуымызды жуып, бәрін сүртіп, намазға келеміз. Біз әртіспіз, біз боянып жүреміз. Енді мүмкін болашақта енді 5 уақыт, жабылатын шығармын мүмкін, но ол фанатизм деп ойлаймын қазіргі уақытта. Аллах бізге оның... Келесі көрерменге кезек. Жақсы, рахмет. Эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Сізді нақты сұрақтарыңыз біздің кейіпкеріміз. Сіз желіде тұрсыз, иә? Тыңдап тұрмын ғой сізді. Сөйлеңіз. Алло. Иә, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Ойыңызды айта қойыңыз.
Алло. Сұрағыңыз кімге нақты? Саламатсыз ба? Амансыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Алло. Құрметті көрермен, сұрағыңыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе тағы да? Басқа біреудің дыбысы шығып жатыр. Жоқ, менің даусым бұл. Теледидарым дауысы. Мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Осындай біз медицина, жаңа бақсыға сенесіз бе дейсіздер? Әрине сенеміз. Жақсы. Себебі біз медицинадан ешқандай көмек көрген жоқпыз. Неге олай айтып отырсыз? Жаңағындай былтырдан бастап инсульт алды, оң жақтан. Оң жақтан деген жеңіл түрі деп айтады. Жазылып кетесіз дейді. Енді 1 жыл болады, скоро әлі жазылған жоқ. Енді больницаға жатқызайық десек, облыс, Қарағанды облысының өзі алмайды. 43-ші жылдан бастап біз қабылдамаймыз дейді. Енді осындай себептерден еріксіз біз емші балгер бақсыларға барамыз. Еріксіз бақсы балгерге бардыңыз. Жағым келіп отыр, жаңағы көріп кел, алыстан емдейді деді ғой. Сол енді бұл кісіге қандай жолы бар? Жақсы, жасы нешеде? Жасы нешеде? 73-те. 73-те. Ол кісі инсульт алған, оң жағынан жазылып кетеді деп дәрігерлер үміт берген еді, әлі жазылған жоқ, 1 жылдай болды деді. Қаншалықты мүмкіндігі бар. Енді білмеймін қаншалықты ыңғайлы екен эфир арқылы мұндайды сұрау. Алмайды екен ол кісіні ауруханаға жатқызбайды екен, өйткені жасы үлкен кісі болғаннан кейін. Келіп емделу керек, ниеті болса осы отырған осы кісілерге. Емделем десе, ниеті болса жүрегінде. Жақсы, Салтанат ханым, жаңа сіздің қолыңыздағы көрсетіп, сіздің біраз дәлелдемеңіз бар екен. Соған кішкене тоқталайық. Мен манадан бері осы жерде біраз сіздер тыңдап отырмын. Мысалы, Дарияға деген манағы келіншек қыз ба, жаңағы сонда емшіге бардым, алдандым деген адамдар көп. Бұл Астана қаласында, Қазақстан түпкір-түпкірінде, 80%. Соны менің айтқым келеді. Адамдар, қазір мынау бақсы, балгер дегендер өтірік, жаңағындай беттеріне маска киіп алып, өтірік адам қабылдап, ақша табу, көзін тауып алған адамдар өте көп. Сондықтан да сіздерге мен өзімді реклама, мына кісіні мынан реклама жасайын деп отырған жоқпын. Мынандай бізде Астана қаласында центр традиционный медицины бар. Бұл медициналық орталық Алматы қаласында, Астана қаласында бар. Сонда мысалы телефоны 35-19-48. Мысалы интернетке кірсеңіз тауып алаңыз, центр традиционный медицина. Соның ішінде мына уже ғылыми түрде медицина уже көздің дуаның бар екенін баяғыдан бері дәлелденген дүние бұл. Сондықтан да айтарым. Сонда мысалы мынандай аура кабинет бар. Аура. Барасыз, сіздің аураңызды түсіреді. Аураңыз қандай мысалға. Менде мына жерде индиго деп жазылып тұр мысалға. Ал енді сонда бұл аура, бұл бөлек. Өзіңіздің аура дегеніміз мынау адамның сыртындағы бір қорғаныс, қабат. Қабат, иә. Егерде ол пробиты болса, уязвимый жаңағыда көз нені тарта бастайсыздар өздеріңізге, түсініңіз бе? Ал енді сонда плазмография деген бар. Мұны өткенде мен өзім басқада программадам ғой, сонда бір психолог айтып еді, бұл жаңағы не, бұны шетелде, Африкада тапқан деп тапса, оны бүкіл медицина уже қолдап отыр ғой мұны. Түсініңіз бе? Әйтпесе олар әкеп, сол кабинетке қоймайды ондайды. Каждый адам плазмографияны өте алады. Мынау сіздің барасы түсесіз, түскен кезде сіздің мынау деген, мынандай бұл деген. Тесіктің бәрі аурасының тесілгені. Мына тесік болу керек, жан-жағында мынандай шаш секілді болып тұру керек. Мынау аура. Түсініңіз бе? Ал мынаны энергический укусы, пробой дейді. Міне, көріңіз, мынау пробитый. Осыны айтылады. Емделеді бұл. Бұны мен айтып тұрмын, бізге емделмесе де болады. Сол центр традиционный медицинаның ішінде барокамера деген бар. Жаңағы егерде бақсы емшілерге сенбейтін болса, медицина тәсілімен де емделуге болады. Медицина қазір уже алдыға дамып кеткен. Соны айтқым келеді сіздерге. Алданбаңыздар. Жақсы, Салтанат ханым. Дәмінкен апа, енді сізде қолыңызға біраз дүниелеріңізді көтеріп келдіңіз. Біз көрермендерге оны көрсетейік. Не зат бұл? Я хотела... Да, есть, много есть. Но я просто хочу, это статьи, я хотела просто прочитать стихи. И потом вот здесь, ну, тоже, как говорят, поле. Здесь я была на святом месте, ну, как бы в России. Здесь, смотрю, освещение пошло. Это человек у меня лечился. Вот у нее тоже вот так же было. Так. И хоть так. Я хочу... Я
кісілерді емдеймін и пишу для себя стихи, чтобы душа успокаивалась. Мақала жазады екенсіз. Да, пишу. Сонда кешіңіз, бұл кісі немен емдейді, сонда қалай екен, соны түсіндіре аласыз ба? Бұл кісі Жалпы энергетика дейміз. Энергетика. Жалпы бір дәлелдемелер жоқ қой енді сізде қазір, иә? Енді мен айтамын да, жаңа аура дейді, тесіліп қалды дейді аурасы да, қызық та мен үшін. Аура қалай тесіледі? Енді оны қалай кімнің аурасы мынау деген? Сіздің атыңыз кім? Давай, Дивара, жақсы. Диляра, қараңыз. Зивара. Зиляра ма? Зиляра, иә? Зивара. Зивара, да? Зивара. Құдай бетін аулақ қылсын. Сіз әлі ондай нәрседен өткен жоқсыз, иә? Бірақ бұл өмірде көз деген, дуа деген бар дүния. Оның бәрі Аллахтың қалауымен, менің мойныма өзімнің содан өтетін бір уақыт шығар деп ойлаймын. Ал аура дегеніміз қалай? Әр адам намазда жүрген жоқ ешкім. Дұрыс па? 5 уақыт намазда жүрсеңіз, таза дәретте жүрсеңіз, аятыл курси, сүрелерді оқып жүрсеңіз, сіздің аураңыз ешкім кеспейді, шықпайды да деп ойлаймын. Жоқ, Құранда жоқ, ол олай емес қой. Бәрі Аллахтың қалауымен. Жарайды, олай болсын. Ал Мұхаммед пайғамбарға білесің ба? Мұхаммед пайғамбарға дуа істелінген ғой, істелінді ме? Істелінді. Аллах адам Құдай Аллах дейді, жер бетіне адам мен жынды жараттым, ол өзіме құлшылық ету үшін. Зивара соны жеткізгісі келіп тұрған шығар. Зивара, мұны сіз айтыңыз. Жоқ, оны бізде білеміз, біз қалай емдейміз дейсіздер. Бізде Құран аяттарына салып емдейміз. Медицинаны Аллах сіз неге бүкіл, жоқ, мен сізді манадан тыңдап отырмын, иә? Сіз енді скептиксіз, әрине түсінемін, ол әркімнің өзінің позициясы. Бірақ сіз жер бетінде шынымен де тылсым күш бар екен, емші бақсылар бар екен, сіз жоққа шығара алмайсыз. Олар бар. Шығарғанда әр адам жынмен жұмыс істейді деп айтып жатыр. Сіз енді қарындасыңызды қорғап қалмайсыз ба? Болашақта болжайтын тек қана Аллах біледі, болған нәрсені ол жындар біледі. Олар бізден көп өмір сүреді мысалы. Ал енді қараңыз, бұл жерде сіз кімді мына кісіні көріп келе ретінде, бақсы ретінде көріп отырсыз ба? Мынаны бақсы ретінде, мына кісіні ма? Не надо мне внушать, да, самовнушением занимайтесь. Я вам не внушаю, бірақ сіздікі дұрыс емес. Құдай басқа түсірмесін, Құдай басқа түсірсе, у вас своя правда. Вы так не говорите. Олай айтпаңыз. Қаншама намаз оқитын адамдар да келіп жатыр алдымызға. Жоқ, мен намаз оқығанда Менікі дұрыс айтыңызшы. Қаншама имамдардың алдына да барып жатыр. Маған қаншама адам звондайды. Мен жіберемін. Ақша тапсам, бұл менің еңбегім. Ақша тапқаннан кейін, қойыңызшы, сіз намазды 5 уақыт білесіз. А сіз мен өлең айтасыз, сіз не тегін айтасыз ба? Айтыңызшы. Бұл секілді, бұл де біздің жұмысымыз. Сабырға келіңіздер, негізі бұл жерде жай ғана ойымызды білдірткеніміз дұрыс секілді, қатты ашуға бермей. Жоқ, бұл жерде көпке топырақ шашып керек жоқ. Сіз бір рет өмірінде бардым десеңіз, Зивараны енді қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Мен Зивараны толығымен қолдаймын негізінде. Мәдина келші жаным. Мәдина ортада, Мәдина аман келді. Керек жоқ. 19 жаста бар, өтірік емшілер де бар, үйтіп нетуге болмайды. Жақсы, ортаға отырсаңыз, иә, өйткені сіз 19 жаста жап-жассыз, бірақ бақсы балгерлерге баратыныңыз мойындайсыз, жиі баратыныңыз рас, иә? Сенесіз. Неден басталды, иә? Мен 11-ші сынып бітірер кезде ұбыттың алдында қатты уайымдадым. Сол себептен балгерге барып көрейін дедім. Мені болашақта не күтіп тұр деген оймен. Балгерге барған кезде ол маған ұбыттыдан 100-ге жетпей бал жинайсың деп айтқан. Сосын Астанадан алыстап кетпейсің, осында оқисың деп. Енді өзіңнің бойыңда бір сенімсіздік болды ғой, жай ғана әлде қызығушылық үшін бардың ба? Өз-өзіңе сенімді болғанда, сен мен 100-ден жоғары бал аламын деп барат дедің да, сен сенімсіз барғаннан кейін, сен 100-ге жетпейді, қаладан шыға алмайсың деді да саған. Зивара! Қой енді. Жақсы ойын жеткізсің, мүмкін жас қыз болғаннан кейін қызығушылығы жай қызыққан шығар, білгісі келген шығар. Иә, негізінде мен өзімнің құрбыларым да барып көрген, сол себептен де мен де бірге барған едім. Иә, ұбыттыдан 96 бал жинадым, және қазір осы Астана қаласында өз ойлаған мамандығымда оқып жатырмын. Содан кейін тағы да бардың ба? Содан кейін жиі барып тұрам. Жиі. Ал енді келесі сұрағың, сенің кімге тұрмысқа шыған ба? Ол жағынан әлі сұрап көрмеппін. Не сұрайсың барғанда? Сұрағанда болашақ мамандығымның иесі боламын ба? Болашақта мені не күтіп тұр? Болашақ өзің қолыңда емес па? Сен оқып бітіргеннен кейін сен сол мамандықпен жұмыс істемейсің ба енді? Қалай кімнен сұрайсың сен, Құдай? Болжамау керек, жаным. Жақсы, саған не айтты? Мәдинаны бөлмейікші. Біз сіздерді тыңдадық қой, Мәдинаны бөлмейік. Енді сонымен барып жүрген адам саған не айтты?
Не жайлы? Енді болашағың туралы не айтты? Болашағым жайлы өзімнің қалаған мамандығыммен жұмыс істейтінімді айтты. Сонымен шетелге барып магистрге оқитынымды айтты. Мен мамандығым бойынша екінші тілім Қытай тілі, осы магистрға Қытайға барып оқитынымды айтты. Қыздармен жиі барасыңдар ма? Қаншалық жиі барасың? Мысалға, осы бір ай бұрын ғана барған. Бір ай бұрын. Егерде бір қандай ауырып қалған жағдайда бірінші дәрігерге барасың ба? Балгерлерден өзімнің денсаулығым туралы онша сұрап көрмеппін. Осы студияда қазір емшілер бар екенін білемін, және сол себептен... Оны біз кадр сыртына қалдырайық, өйткені біз тікелей эфирде ешқандай да сеанс жүргізбей-ақ қояйық, енді оны кейін артынан хабарымыз аяқталғаннан кейін сұрап жатасың, жарай ма? 2 минутымыз бар, мен бір көрерменге кезек беремін, содан кейін түйіндесек. Тыңдап отырмын, сәлеметсіз бе? Алла, саламатсыздар ма? Иә, қайырлы күн. Мен өзім 4,5 жыл бала көтере алмай жүрдім да. Содан врачқа да, гинекологқа да, жаңағыдай емші балгерлерге де барып көрдім. Бірақ бұрын сенетін, қазір сенемін, одан бақсы балгерлерде ешқандай нәтиже болған жоқ. Тек қана гинеколог 2 ай емдеп қарағаннан кейін ғана мен бала сүйдім деп айта аламын. Жақсы. Сондықтан жаңағыдай бала көтере алмай жүрген келіншектерге айтарым, дұрыс гинеколог табыңыз, тек біреуіне ғана жұмыс жасаңыз, біреуінен екіншісіне ауысып кете берудің қажеті жоқ. Сосын қазір дәрігерлердің өзі бір-біріне сенбейді. Әрқайсысы жеке-жеке өзінің анализдерін алдыртады. Енді өкінішке орай үзіліп кетті. Енді бұл кісінің айтқысы келіп отырғаны, яғни бала көтере алмай жүрген дәрігерлер көмектесті. Бір ғана дәрігерге емес, бірнеше дәрігерге қатар көріну керек. Адам сауаттылығын арттыру керек. В 40-й школе много лечились учителя. Они многие родили, 9 человек оттуда родили. Тоже не могут, то 8, то 5 лет. Я просто хотела, вот они же говорят, Алла, мы дуже Алла. Я дуже хочу прочитать стихотворение. Өкінішке орай дәметкен апам. Мен бұны арнайы парақшамыз үшін жазып аламыз, қазір сіздің өлеңіңізді. Ал енді эфирдегі уақытымыз тамамдалып қалды, ренжімеңіздер. Сіздерді арнайы бұл жерге бір сынау үшін шақырған жоқпыз. Біз көрермендердің ой пікірін білгіміз келді. Жалпы қаншалықты ол кісілер бақсы балгерлерге барады екен, сенеді екен. Мінекей студиямызға да келген 3 адамның екеуі сіздерді қолдамаса да бір қыз бәрібір сіздерді қолдап отыр. Өздеріңіз көріп отырсыз. Қанша адам болса сонша пікір болады. Жалпы құрметті көрермен, емші балгерлерге сеніп, сенбе, ол тек қана сіздің өзіңіздің ғана қолыңызда. Бастысы, ауру жаныңызға батқанда, одан міндетті түрде айығамын деген сөзіңізге сеніңіз. Ауырмаңыздар. 17:30-да ұлттық арнада жаңалықтар. Қазір сериал тамашалайық.